Жақсы, ақылда кейінің дұрыс болды. Ақылтай енді бәріміз дегенмен де қазақпыз ғой, иә? Бір нетпей, ұрсып керіспей. Мына муслим бауырымыз модератор болсын. Екеуміз бір белгілі нәрселерге, регламентке келісіп алып, сенің ойыңды және менің ойымды тыңдап, сол мәселеде сөйлесіп көрейік. Қалай ойлайсың, Ақылтай? Жақсы. Бірінші мен сөйлесетін алдында айтайын деп жатқаным, толық түрде позициямызды білдіріп алсақ. Мен мысалы Ханафи мазхабының матурidi ақидасымын. Және мен просто сенімен сөйлескен кезде жалпы әлемді бекітемін ба, бекітпеймін ба, сен деистсің ба, жалпы атеистсің ба, соны біліп алайын дегенмін ғой. Атеистпін, иә. Атеистсің, да? Содан кейін кім Ақылтай құжаттарға келісіп алсақ қалай болады екен? Келісіп алайық. Иә. Мысалы, сен ChatGPT қолданасың ба, қолданбайсың ба, әлде қандай бізде негізі әйтпесе екі адам екі жақтың дәлелін қабылдамай тұрса, онда құжат вообще негізі диспут болмай қалады да. Сондықтан да менің құжатым сенде бір авторитеті болу үшін, сенің құжатыңның мен мойындалуым алуым үшін келісіп алайық құжатқа, иә? Иә. Бес сезім мүшесі, иә? Көру, есту деген құжат ретінде қабылдаймыз. Эмпириканы. Одан кейін ақылды. Эмпириканы. Құдайды танудың, құдайға жетудің, құдайды шындық деп қабылдаудың жолы эмпирика ма? Эмпириканы ақиқаттарды таба алатын идея негізінде құжат ретінде дегенім ғой. Оған қазір енді келеміз. Құдайды танымау енді келеміз да, просто құжат, не құжат? То есть эмпириканы қабылдайық, одан кейін дедукцияны қабылдайық, иә? Қалай, келісесің ба? Ақылтай? Болады. Болды. Демек, эмпирика және не құжат болсын. Енді осы басқа құжат болмай қойсын, да? Жақсы. Болды, келістік. Одан кейін Ақылтай, қалай қыламыз регламент? Мен баян етейін, соңғы сен баян ет, одан кейін мен сұрақ қояйын, сен жауап бер, мен сұрақ қояйын, сен сұрақ қой, мен жауап берейін. Жоқ, біздің барым айтатынымыз белгілі ғой. Сен ақылмен құдайды тану, анау-мынауға, өзің сенген дүниеге, сеніміңе бірдеңелерді алып келіп қоса бересің, өзіңе ыңғайсыз тұстарды қоспайсың, сондықтан сен эмпирикалық әдіске қалай жүгінетініңді көргім келіп тұр мен. Сөйлей бер, мен сөйлемей қойын, мен сұрақ қояйын, сұраққа жауап берсең болды ғой. Болды. Одан кейін мен саған сұрақ қояйын ба? Қой бер. Болды, әдемі. Так, негізі енді қазіргі... Жөтеліп отырым да, мен микрофон жауып қойыншы. Болды. Мен кейде сұрап отырам, я жоқ деп, просто я жоқ деп отырсам болды негізі. Ақылтай негізі қазіргі научный атеисттер енді бәрі мойындайды, то, что әлем жаралған екен. Сол бұл позиция қалай? Егер әлде мен әлемнің жарал екенін мойындады, дәлдейін ба? Әлде сен әлемнің жаралған жарайды мойындасам да бірақ шығарылмайсың деген идеямен тұрасың ба? Жоқ, өзің эмпирикалық әдістермен құдайды танып көр. Жақсы. Біз енді айттық, екі жолды дәлел ретінде қарастырамыз деп, иә? Не екенін айтып берші, мне кажется, сен білмейсің сияқтысың. Жақсы. Тыңдап ал енді. Жақсы, эмпирика мәселесінде сөйлесейік. Эмпирика мәселесінде біз енді екі нәрсені құжат қылып қабылдадық, біреуі дедукция дедік, біреуі хауасул хомса деп аталады. Эмпирика негізі кәдімгі материалды заттарды табу үшін бес сезім мүшесін қолданылады. То есть бұл шариғат тілінде хауасул хомса деп аталады. Енді мен қазір айтайын деп отырмын. Эмпириканың қолдана отырып, дедукция арқылы құжат ретінде, екеуміз бекіттік қой, құжат екенін. Құжат ретінде Алланың бар екенін дәлелдейін деп отырмын. Мен мысалы айтам сізге. Бір төрт нәрсе бар, ол төрт нәрсенің абсурдисті Алланың әлемнің жаралған екенін білдіреді. Мысалы, біріншісі мен сізге айтайын, әлем мәңгі болуы мүмкін емес. Почему? Потому что егер әлем мәңгі болатын болса, өзгеріс деген нәрсе орын алмайды. Ақылдай келісесің ба, келіспейсің ба? Мен әлі түсінген жоқпын не айтқаныңызды. Қара, әлем мәңгі болатын болса, онда әлемде өзгеріс деген, өзгеру процесі орын алмайды. Келісесің ба, келіспейсің ба деймін?
Чат GPT-ні қарап отырсың ба? Қарай бер, қолдана бер. жөтеліп отырмын. Жақсы. Нұржан, Нұржан, сен айтарыңды айтып таста, Жоқ, тыңдап. мен просто саған, сен қосып отырсайшы болса, мен просто я жоқ дегенді естіп отырайын. Сен мысалы өзгеріс болатын болса, әлем мәңгі емес деген идея уже тұрады. Сен келісесің ба, соны келіспейсің ба? Ол идея бар, иә. Болды. Демек, сен оны мойындап тұрсың. Егер әлемде өзгеріс болатын болса, ол мәңгі болмайды уже. Демек, Қайдан шығардың оны? болды. Бұл негізі бағана екеуміз бекіткен құжат ретінде дедукцияның көмегімен шығарылады. Бұны сен жоққа шығара алмайсың. Почему? Потому что сен оны құжат ретінде бекіттің өзі қазір. Қазір қара, мен айтайын, түсіндіріп берейін деп жатырмын. Дедукция мен индукцияның айырмашылығын айтпайшы маған. Мен саған қазір айтып бере аламын, бірақ сен сұрақтан қашасың. Мен қазір мәселемді апарып берейін соңына дейін. Содан кейін барып сұрайсың ба, сол сұрақтарыңа мүмкіндік беремін саған. Енді қара, егер сен өзгеріс болады десең, онда әлем мәңгі болмай қалады деп тұрмын, иә? Сен сұрайсың менен, неге дейсің? Мен айтып тұрмын, өзгеріс деген идея орын алу үшін негізі бір состояние бітіп, екінші состояние басталу тұрады да. Так, егер сен әлем мәңгі дейтін болсаң, онда бір состояниенің біту идеясы тұрмайды уже. То есть ол мәңгі алға қарай кете береді да. То есть бір состояниенің екінші состояниеға өту идеясы қарастырылмайды. Демек, өзгеріс деген нәрсе орын алмайды. Ал қазір әлемде өзгеріс деген нәрсе болып жатыр ма? Демек, әлем мәңгі емес деген идея тұрады. Бұл дедукцияның негізінде бекітіліп тұр. Бұл бір бекітудің. Екінші бекітудің жолы. Бұл качествоға қаралады деді. Бұл не качество? Мысалы мен сізге айтайын. Әлемде әрбір заттан тұрады да жауһар деп аталады. Және оған берілген качестволар болады, сипат болады да. Бұл акциденция деп аталады. Әрбір затта акциденция болады және зат болады. Енді біз кейбір әлемдегі заттарға қараймыз да, заты тұрады да, бірақ бетіндегі акциденция ауысып отырады да, то есть качестволар. Мысалы, сенің соткаң болатын болса, соткаң ұзақ уақыт чхолы жүре беретін болса, чхолы ретінде қала береді да, бірақ цвет өзгере бастайды. То есть оның качествосы өзгеріп жатыр да. Енді качество өзгеретін болса, демек бір качество бітіп, екінші качество келіп жатыр деген идея тұрады. Өйткені цвет қашан алысады? Мысалы қара болатын болса, сұрға айналса, қара бітті да, сұр басталды деген идея тұрады да. Енді қара бітіп сұр басталатын болса, демек бір нәрсе бітіп, бір нәрсе басталып жатыр. Бір нәрсенің бітіп, бір нәрсенің басталу идеясы оның жаралған деген идеяны береді. Неге? Өйткені қандай да бір нәрсе басталып бітсе, ол негізі автоматически жаралған болып есептелінеді. Енді ол зат качествоны біз жаралған десек, ол зат қандай да бір зат качествосыз болуы мүмкін емес. Өйткені мен саған қазір айтамын, Ақылтай, әлемде маған бір зат көрсетіп берші, который качествосыз деп айтсам, сен оны көрсетіп тауып бере алмайсың качество. Әлде тауып бере аласың ба, Ақылтай? Контактыдасың ғой, естіп жатсың ғой? Естіп отырмын, ненің качествосын тауып берейін? Заттың качествосыз зат бола ма, болмай ма? Сипатсыз зат. Не дейсің? Сипатсыз зат бола ма, сипатсыз? Не ғой, Нұржан? Бастыға тұрмай, эмпирикалық әдіс деген не? Және онымен Құдайды қалай танисың, соны айта қойсайшы бірінші. Сен эмпириканы білмейді екенсің, мен эмпириканы уже өтіп кеткенмін да. Бірақ мен саған айтып тұрмын, зат качествосыз бола ма, Ақылтай, болмай ма? Көке, мен саған айттым. Мен саған айттым. Қара, мен саған айттым. Дедукция мен индукцияны сұрадым. Одан кейін эмпирикалық әдісті сұрадым. Сен білмейтін сияқтысың. Қара, мен саған жауап беремін. Оның білуі саған не проблема шешеді? Оны кейін біліп атасың ғой. Не дейді мынау? Мен қазір жауап берем деп алып, жауап бермей қашып баратсың. Жарайды. Кейін жауап бере саламын. Сонда не айтқың келсе айта бер. Просто біз қазір темадан ауытқымайық. Мен саған айтып тұрмын. Қандай да бір зат качествосыз бола ма, болмай ма, Ақылтай? Айтып берші. Сұрақ. Иә, оған Құдайды да кіргізіп отырмын, Құдайдың да качествосы болады. Иә, качествосы болады, әдемі. То есть сен мойындап тұрсың, любой зат бұл с качествомен болады, дұрыс па? Иә. Болды. Демек, егер қандай да бір зат болатын болса, жақсы. Тыңдай бер, тыңда. Сен енді айтып дедің ғой, мен айтып берейін да. Жоқ, тұра тұршы енді. Енді мен саған жауап бердім бе? Качествосы болады, тіпті Құдайдың да качествосы болады дедік, дұрыс па? Енді ол тақырыпты нүктесін қойдық. Неге? Осы тақырыпқа қайтадан келу үшін сен эмпирикалық әдістің болды. Сен Құдайды бекітіп тұрсың ғой. Ақылтай, тоқта.
тоқта. Сен қазір Құдайды бекітіп тұрсың ғой, болды, ол мәселені бітірдік деп тұрсың, иә? Сонымен сенің сұрағыңа көше берейік. Дұрыс па? иә, давай. Құдайды Болды, Құдайды бекітіп тұрсың, бұл әдемі. Енді сен менен эмпирикалық әдісті сұрадың. Эмпирикалық әдіс және индукция мен дедукциясының айырмашылығын сұрадың, иә? Эмпирикалық әдіс дегеніміз бұл тот әдіс, который бес сезім мүшесіне негізделеді. То есть не фактически материально бар, сол бар болып есептелінеді үкім бойынша. Бұл философияда эмпирикалық әдіс хауасул хомса деген идеясынан шығады да. То есть, былайша айтқан кезде сен не көріп тұрсың, не иісін сезіп тұрсың, не естіп тұрсың, және не дәмін сезіп тұрсың, сол ғана бар болып есептелінеді тәжірибенің негізінде. Индукция дегеніміз бұл истиқро деп аталатын дүние. Индукция әрбір заттарды наблюдать етіп, кейін сол наблюдаем нәтижесінде бір үкім шығару общий. То есть, мысалы бір нәрсе болатын болса, мысалы мен айтсам, мына бутылка не ол десем, сен айтасың, бутылка крышкадан тұрады, денесінен тұрады, жаңа фольгасынан тұрады деп, оны сен бөліп наблюдать етіп сипаттап бересің. Осы ол индукция деп аталады. Дедукция дегеніміз белгілі бір тараптан следствие причина арқылы негізгі соңғы нәтижеге шығу идеясы тұрады. Негізі былайша келген кезде дедукция дегеніміз полный жалпылыққа қарай отыра бөліктердің үкімін беру идеясында тұрады. Жауап бере алдың ба, Ақылтай? өтірік айттың. Неге шештің сен? ChatGPT-ні иттің ба? Қара. Иә? Көке, сен почему-то эмпирикалық әдісті айта келдің де, ана көру, сезу, анау мынауын айтасың да, бірақ почему-то оны қолдану тәжірибелік жол болу керек екен, және бақылауға негізделген түр екенін айтпайсың да. Айтып қойғанмын, сен байқаған жоқсың. Тұра тұр. Ойнап алсың. Мен қара, мен саған айттым, ChatGPT-ің көмек па, көмек емес па, біріншіден екеуміз мойындадық. Точно дәлел ретінде қарастырамыз біз тек қана дедукцияны және қарастырамыз эмпириканы дедік қой. Енді сен неге басқа жерден дәлел әкеліп жатсың, Ақылтай? Басқа жерден мен саған эмпирикалық әдістің не екенін түсіндіріп отырмын, сен білмейді екенсің оны. Жоқ, мен біліп тұрмын оны көрермен. Сен қазір түсіндіргенің қате ғой. Неге? Индукция мен дедукцияны қалай түсіндірдің сен? Так, Ақылтай кім шешеді оны дұрыс емес деген? Дұрыс емес деген кім шешеді? Мен түсіндіріп берейін ба? Ақылтай, дұрыс емес деген неме шешесің сен? Сенің базалық білімің жоқ екен ғой, құрсын. Ақылтай, дұрыс емес деген неме шешесің сен? Базалық біліммен шешесің оны. Қандай базалық біліммен? Базалық білімде индукция мен дедукцияны эмпирикалық әдісті білмей отырсың сен. Жоқ, оны мен уже айтып қойғам, және адамдар естіп тұр. Сен сөзден уже авария. Енді тұра тұр. Микрофоныңды өшіре тұр. Ақылтай қарай тұр ғой. Нұржан, микрофоныңды өшіре тұр, кәні мен сөйлейін. Жоқ, тұра тұр. Ақылтай, тұра тұр. Сен сөйледің ғой, болды ғой, көке. Үстік. Қара, мен саған айтайын. Мен саған уақыт берейін, содан кейін сен маған уақыт бересің. Екеуміз сөйлесейік сөйтіп. Сөйтіп айтып отырған жоқпын ба? Регламент. Саған уақыт бердім. Сен сұрақтарыңды қойдың. Бекітіп алдық. Енді мен саған сұрақ қойайын, жауап берейін. Болды. Эмпирикалық әдісті сен оны тәжірибемен, сосын ана бақылау арқылы алатын, өзіңнің көріп, сезіп, сынап көретін түйсіктеріңді айтасың да. Яғни осы методологияны сен почему-то айтпайсың. Білім алу, ана тәжірибе және оған бақылау керек екен. Енді Құдайға қандай тәжірибе қойдың, қандай тәжірибе опыт болды сенде, және Құдаймен қандай бақылау жүргізе алдың. Болды. Ақылтай, екеміз басында келіскен кезде мен айттым, эмпирикалық әдістерді аламыз негізге дедім құжатқа, және дедукцияны аламыз дедім. Сенің қазір Құдайды жоқ деп айтуыңа себеп болып тұрған, сен эмпирикалық әдістен ары қарай секіре алмауың. То есть сен дедукциялық әдістің жоқтығына үкім шығарып тұрсың да, бірақ бұл негізі өте әлсіз ұстаным. Неге? Өйткені сен маған қазір мынандай теория құрып тұрсың ғой. Типа, сен қазір эмпирикалық әдіспен айтам дедің, айта алмай қалдың, емек сенің сөзің дұрыс емес деген, сен негізі дедукцияның негізінде құрып тұрсың да. Егер осы сенің құжат па сөзің, сенің сөзің осы құжат па? Егер осы сенің құжат дейтін болатын болса, онда менің эмпирикалық негізінде тәжірибе қарадым да мен анау әрбір заттың жаралған екенін көрдім. То есть тәжірибе жүргізіп, жаралған екенін көрдік. Жаралған екенін көргеннен кейін... Тоқта. Әрбір заттың дедің, сөзіңде тұр. Тоқта. Жаралған екенін көргеннен кейін, оның ар жағында дедукция тұрдында істеушісі бар. Бұл, например, 100% дедукция. Как, например, сен отырсың ғой, сен отырсың да дауысың шығып тұр, мен айтам, дауысыңа қарадым да дедукциямен, ар жағында адам бар деген идеяны бекіттім.
тура сол сияқты әлем жаратылған ба, демек ар жағында Құдай бар деген идея тұрады. Ақылтай, енді сен маған қазір жасап жатқан сұрағың бұл дедукцияның негізінде. Бірақ сен дедукцияны мойындамай тұрсың ғой. Әй, Сенің сұрағың дұрыс па? сенің қателігің, Нұржан, сенің қателігіңді айтып берейін. Енді, Ақылтай, әй, айтшы. тоқташы енді қателігіңді айтайын да. Жоқ, мен саған сенің қателігіңді Айтпа қателігімді деші. жоқ, неге айтпайын? Сен қарашы, дедукция мойындайсың ба, мойындамайсың ба? Сөйлетсеші енді мені. Бір сұрайшы. Сөйлетпе. Ақылтай, бір сұрайын. Сен дедукция мойындайсың ба? Микрофоныңды өшірде, отыр. Мен саған қателігіңді айтып берейін. Мен саған бір сұрақ қояйын, Ақылтай. Сен дедукцияны мойындайсың ба? Соны айтшы бол. Сен бірінші кезекте әрбір затты жоқ. көргеніңді дәлелдеп шық. Сен көрмеген заттар бар ма жоқ па? Бір сұрақ. Мен саған дәлелдеп беремін. Нұржан, мен саған сұрақ қойсам, сен бір сұрақ деп әлі отырсың ба? Жоқ, просто сен білем ғой сен қулығыңды қашып тұрған. Мен саған сұрақ қойып отырмын ғой, сен жаңа айттың, мен көрген нәрселер арқылы дедің. Ақылтай, қарай ғой. Сен дедукцияны мойындайсың ба, соны айтшы маған. Сен дедукция мойындаймын, конечно. Болды. Мен саған сұрағыңа жауап бер. Сен менің сұрағыма жауап бер. Сен көрген әрбір заттан үкім алдың ба? Сен барлық затты көріп шыққан адамсың ба? Болды. Мен саған айтып тұрмын. Енді сен истихро деген білесің ба? Истихро тәм дегенді? Сен индукция, полный индукция деген білесің бе сен? Мен истидрож дегенді ғана білемін. Жоқ, истидрож емес. Истидрож сен білмейсің да еще қазір. Мен саған қазір оны білмейді екеніңді айтып беремін қазір. Истихро тәм деген бар. Не истихро тәм? То есть полнейшая индукция деген бар да? Полный индукция деп аталады. То есть жартылай емес. Ол не? Тұра тұр. Полный индукция деген. Тоқта, тұра тұр. Сен маған жауап бермейсің ба сонымен? Жауап берейін деп отырмын, тұра тұр. Ағайын, байқап отырыңыздар, жарай ма? Бірде-бір сұраққа әлі жауап жоқ. Эмпирикалық әдісті айта алмайды. Бұл Құдайын нысан ретінде бақылай алмайды. Бірақ оны бақылай алмайды. Араласпа. Муслим, Ақылтай, қара. Мен саған айтып отырмын. Жодан, Муслим. Индукцияны сұрадың ғой сен. Индукцияны сұрадың. Тұра тұр, Нұржан. Тұра. Муслим, не дейсің? Сен негізі, таза сен бетің ашылып тұр ғой мұнда дегенде, көріп тұр қандай сен. Сен бір сұраққа жауап беремін. Керосинші екеніңді, Ақылтай. Тыңдай ғой, бауыр. Қарашы. Сұраққа жауап беремейсің ба сен? Тұрсайшы, тыңдасайшы енді. Айтайын деп жатырмын. Ақылтай, индукция дегеніміз әлемдегі бүкіл заттың жаралғанын полный индукциямен біліп тұрық деймін. Ол қалай? Полный индукция бұлай жасайды жұмыс. Сен қазір бір нәрсенің үкімі мен причинасы болады, иә? Сол үкімі мен причинасы болады дегенді қайдан алдың, давай. Дедукцияны мойындадың ғой сен. Дедукция причина болады деп айтады ғой. Тұр, дедукция мен индукцияны мына жұрт түсінбей отырғанша, бұл қарапайым тілмен түсіндіре салайын. Ақылтай, сен дедукцияны мойындап тұрып, қалай сен причинаны білмейсің? Сен причинаны білмей тұрсың ғой сен дедукцияны. Қара енді. Қарасайшы енді. Дедукция немен бек, причина немен бекіледі? Қарасайшы енді, мен түсіндіріп отырмын. Ақылтай, айтшы, причина немен бекіледі? Мынауың ағытылып кетті ғой мынаның тек. Ақылтай. Микрофоныңды жапшы кәні. Жоқ, сен етіп ойнамасайшы. Сен қашпа, бауырым. Микрофоныңды жабасың ба, жоқ па? Сенің қандайыңды көрсетейін деп жатырмын. Тыңдай ғой. Микрофоныңды жабасың ба, жоқ па? Сен дедукция не екенін, причина немен бекітіледі екенін білмейсің ба? Нұржан, микрофонды жабасың ба, жоқ па? Ақылтай, причина немен бекітіледі екенін білмейсің ба? Микрофонды жабасың ба, жоқ па? Не үшін? Сен қашан деп тұрсың ғой? Микрофоныңды жап та, үндемейді күт. Мен саған түсіндіріп берейін. Жоқ, әдемі сөйлесіп отырып қой. Енді дұрыс қой, енді мен сөйлейін де. Саған айтып отырмын. Сен қазір дедукцияның не екенін білмейсің, причинамен бекітіледі екен, бірақ мен даже сөйлеген жоқ, сен қалай білмейсің деген түсінікті айтасың. Жарайды. Сонан кейін мен айта берейін. Егер сен причинамен следствиен бекітсең, мынаның аузын жаппасаң, микрофонын жаппасаң, мен қалай сөйлеймін? Ойбай, Ақылтай, сен по делу сөйлеп отырсың, араласпай қой. Араласпа, ол қазір араластың деп шығады. Бұл қазір келіп тұрған бала ғой, ол тоқтап. Енді сен микрофоныңды жап, мен саған түсіндірейін. Түсіндір ал. Былай. Эмпирикалық әдісте мен айттым, тәжірибе болу керек, және оны Ақылтай, оны емес, дедукция. Сен дедукция причина екенін түсіндір. Көке, болды, қоя тұршыш, болды ғой, микрофоныңды жап. Ақылтай, мен саған сабақ өтейін. Дедукцияны түсіндіріп бер, дедукцияны. Айтайын деп отырмын ғой енді соны. Дедукцияны айт. Причина неге сен білмей отырсың? Қара, ғылымда индукция мен дедукция бар. Индукция дегеніміз жалқыдан жалпыға қорытынды. Ал
Не күліп отырсың? Потому что Микрофоныңды жабасың ба, жаппайсың қарап ба? отырсың да. Не Одан деген кейін мен наданлық саған оны бұл? айтып бергем. Одан кейін мен ChatGPT-ді қарамай айтып бергем да, сен ChatGPT Мен ChatGPT-ні қолданып қарап отырып, отқан жоқпын, мен вообще жатырмын қазір. Не қыл дейсің маған? Қош Ауырып видеоңды отырмын. көрейік ал. Қош видеоңды көрейік, ChatGPT-мен қарамай сөйлескеніңді. Ой, Жігітше жоқ. мен де басайын. Давай Нұржан, кел. Нұржан, Басайық. Ал. сен микрофоныңды жабасың ба, жоқ па? Ақылтай істейік. Екеуміз жаңа мойындадық па? Құжат бізде дедукция мен Мынауың өзі эмпирика білмейді, деп. еще білгеннің тілін алмайды. Не деген адамсың? Ақылтай, қараш бауырым, екеуміз эмпирик мен дедукцияны құжат ретінде мойындадық па? Енді қазір екеуміз қосайық та микрофонды. Жігітше ChatGPT-ге қарап отырып, қарап отқан жоқ, қосып тұрып сөйлесейік. Давай ма? Давай. Келісесің ба? Давай. Давай. Что там, не істейміз енді? Қос, видеоңды қосып жібер. Свет жағайын онда мен. Жау. Ал, что там? Болды. Ақылтай бір сұрақ. Әлде жатқаныңды көрсетейін бе? Жоқ. Тұрында Ақылтай дедукцияның шарттарын айтып жіберші. Немененің шарттары? Дедукцияның. Дедукцияны мен индукцияны мен саған қазір түсіндіріп отырмын. Жоқ, шарттарын. Дедукцияның шарттары бар. Шарттарын айтып жіберші. Дедукцияны эмпирикалық әдістермен сенің жалқы нәрседен жалпаққа шешім шығаруың, тұжырым жасау. Ал жалпақтан Иә? керісінше тұжырым жасау, ол индукция болады. Дұрыс па? Қате. Наоборот. Кішкентай жалқыдан жалпыға өту Мен индукцияда айтқан нәрсені сен жалпы Ақылтай, тоқта, керісінше. Жалқыдан жалпыға өту индукцияда, ал негізі жалпы арқылы, то есть жалпы арқылы жекеліні шешу, бұл дедукция деп аталады. Сен керісінше Сен айттың ғой, записьті шығаршы кәні. Қателестің, жақсы, кейін көресің. Дедукция дедім. Кейін көресің. Жарайды, енді дедукцияның шарттерін айтып жіберші. Ақылтай дедукцияның шарттарын. Бүйтіп жатқан ыңғайлы ма сендерге? Сен ChatGPT қарап жатсың ау, бір қолмен. Сен кішкене басың істейтін адамсың ғой, да? Мен саған айтайыншы былай. Қара, эмпирикалық әдістермен сен Құдайды танимын дейсің. Құдайды қашан бақылаған едің сен? Құдайды қалай қашан тәжірибеден өткізіп көрген едің сен? Не айтып отырсың? Алғашқы сөзіңнің өзі авария ғой мынау. Осылай сөйлесетін бе еді жалпы? Хотя бы ана муслим кеше муслим 08 менімен сөйлескенде, бізде исламда мантық бар. Мантық ол ойлау жүйесі. Біздің логика сол деп айтты. Ол гректің ана платонизм анау мынауынан келеді да, Аристотельдерден келеді да. Ол окей, онымен де сөйлесуге болады. Бірақ сен тіпті оны да айтып отырған жоқсың ғой. Кішкене ұят деген болу керек қой адамда. Жарайды. Ақылтай енді қара, мен саған басында айттым. Құжат ретінде не қабылдаймыз деген кезде сен эмпирикамен, мен айттым эмпирикамен дедукция дедің, сен иә дедің. Оны эмпирикмен Құдай бекіту идеясы қаралған жоқ. Ол жерде заттардың ақиқатын немен білеміз идеясы қаралды. Оны видеодан көріп аласың. Екіншіден, сен қазір жаңа дедукция мен индукцияны біле алмай отырсың толық, жалпыдан жалпыға өту, жалпыдан жалпыға өту деп шатастырып отырсың. Сен ChatGPT-дан ажырадың да, уже сен ненің не екенін білмей отырсың. Мұны бәрі көріп отыр. Тыңдап аласың ертең. Үшіншіден. Бәрі көріп отыр, сен не өтірік айтасың? Жарайды. Өтірік айтқанға нормально қарай ма сенің? Өтірік туралы. Оскорблять етпек. Мен бір рет оскорблять етпек. Әлі бір рет оскорблять етпедім, сен бағанан бері оскорблять етпедің. Сен мені өтірікшіге шығарып отырсың, қалай оскорблять етпейсің? Ақылтай, Апелляция деген нәрсе бар екенін білесің ба? Ақылтай, жарайды. Не деген ұятсызсың, жала жауып адамға? Сөзден қашпай, қатысы жоқ қой. Тұра тұр, апелляция к личности болды ма, онда сен мына сөзіме жауап берші. Ол біздің мәселеге қатысы жоқ. Тоқташы. Жарайды, Ақылтай. Тоқта. Жарайды. Оны кейін, Ақылтай жарайды. Оны кейін шеше бересіңдер. Мен туралы мынау истерика ойдым. өзіңше болып тәкаппарланып пікір жазасың. Мынау келісті ма деген не сөз? Мен де саған апелляция к личности жасап көрейін ал. Нормально ма сенікі? Не деген неадекват адамсың сен? Көріп тұрсыздар ма, қалай жеңіліп тұрған, мынау вообще диспуттан қашып тұрған адам ғой, қарасаңыздар. Сөзге жауап бере алмай, бас қайталан, бас қайын. Сен үшін бар ғой? Көке.
мәселесіне қашпай. Нормально жауап бер маған. Жарайды. Неге сен Ақылтай. тәкаппарланып сайтанның ісін жасап отырсың? Алла. Жақсы бауырым. Муслим емессің ба? Кейін айтасың жарайды. Ал сен Ақылтай неге оны моральдық тұрғыдан маған ол жақсы жаман деген идеяны айтып тұрсың, сен бекіте алмайсың ғой оны. Не, сенің тәкаппарланғаныңды қалай бекіте алмаймын? Сенің ислам бойынша түсінікпен де ол сайтанның тірлігі, тәкаппарлық сайтанның қасиеті, білесің бе оны? Или мен үйретейін ба саған? Тәкаппарлық дегенде неге ол жаман деп шештің, сен де, мен де жаман. Бірақ сен де неге жаман ол? Неге сен маған айты ондай право имеешь, маған сен моральдық тұрғыдан айтуға? Ол сенде жаман емес қой. Қара, менде жаман емес болса, сен жаман емес, да? жақсы. Мен сенің қазір араб құл екеніңді дәлелдеймін, қара. Қара. Егер қазақ, мен қазақпын. Бауырым. Мен қазақ бола тұра, менің ата бабамның жолы, дүние танымы, тарихы, салт санасы, дәстүрі, соның бәрін сен жоқ деп тұрсаң, сен арабтан ғана алдым деп тұрсаң соны, сен нағыз араб құлсың, бетің айтайын. Қазақтың өз дүние таным түсінігінде тәкаппарлық сияқты, анау кез келген жасыңнан сұрақ қазір, өзінше болмашы деп айтады. Сен оны түсінбей тұрсаң, сен оны қайдан үкім алып тұрсың, сенде тәкаппарлық деген ұғым біздің ислам болмаса жоқ деп тұрсаң, сен нағыз араб құлсың, бетің айтайын. Жақсы. Ақылтай енді қарай ғой. Сенің қазаққа апеллировать етіп атқаның, сен қазақта ол жақсы жаман деген идеяны қалай түсініп тұрсың сен? Мен сенің дінің бойынша да саған қойып берем қазір. Ана сайтан басын имеген кезде ол тәкаппарлыққа салынады дейді. Сен сол тәкаппарлықты жасап отырсың. Сен сол дінің бойынша да, қазақ бойынша да ешкім болмай отырсың қазір. Тек қана тәкаппар сайтанның ісін жасап отырған. Ақылтай, сөйлес болсаң болды. Қарай ғой, сен де тәкаппарлық... Атеист ретінде тәкаппарлық неге жаман сенде, соны айтшы ма? Сенде неге жаман? Менде атеизмде ол скептицизм тұрғысынан. Яғни, сен Құдайдың бар екенін айтып келесің маған, мен айтамын, сұрақтар қоям. Және сенің жауаптарың жоқ болғаннан кейін, және мен... Скептицизм деген не ол? Ақылтай? Скептицизмге құрылған атеистік көзқарас деген сөз бұл. Ол қандай сөз тіркес, скептицизмге құрылған атеистік көзқарас деген? Сен сөйлесесің ба, әрбір сөзге енді талдау жүргіземіз ба? Просто комедия айтып отырсың да сен. Тәкаппарлық сұрақ, тәкаппарлық неге жаман? Соны түсіндір, сен сұраққа жауап бермедің. Просто түсіндірші неге жаман? Мен саған уже 2 рет тәкаппарлықтың 2 тараптан да, ислам бойынша да, қазақи дүниетаным салт сана бойынша да түсіндіріп бердім. Сенде оны апеллировать етпе сен исламды, қазақты. Ол мен апеллировать етемін. Мен саған айтып тұрмын. Сенде неге? Атеист қазақ емес па сеніңше? Жоқ, сенде неге ол тәкаппарлық? Атеизм доктринасынан сен онда алып кел. Ұлттан ажыратылады. Сен доктрина деген неге білесің ме, Ақылтай? Айтшы, доктринаны айтшы, ChatGPT қарама. Сенің доктринаң Құраның. Доктрина жоқ, қате. Доктрина деген не, ол айтшы маған. Менің доктринам, мен қазақ болсам, менің мемлекетімнің конституциясы, менің доктринам. Түсініп отырсың ба? Да ты че. Онда сен қателік. Онда сен доктринаның мағынасын білмей тұрсың. Егер сен доктринаның сол конституция десең, онда доктрина ол менікі де. Бірақ сен доктринаның сөзін түсінбей тұрсың ғой мағынасын. ChatGPT-ге қарай алмай тұрсың. Қазағыңның доктринасын жоққа шығарып тұрсаң, салт сана тарихын жоққа шығарып тұрсаң, ол менікі деп қай бетің мен түсінбеймін. Жарайды. Ақылтай, тәкаппарлық неге жаман түсіндіріп берші? Сенде. Тәкаппарлық деген аман қасиет екенін мынадан түсінесің. Сен айтып отырсың да, ойбай біздің ислам бойынша ғана тәкаппарлық деген түсінік бар, сендерде ол жоқ деп. Жоқ, мен айтып тұрған жоқпын. Тәкаппарлық ол жоқ. Мен айтып тұрғаным. Кішіпейілдік деген сөз бар, қара. Ақылтай. Мен айтайын да енді. Жоқ, кішіпейілдік деген жақсы деген, тәкаппарлық жаман деген қалай түсінбейді? Қазаққа негізделме. Сағыңды сипап, нервіштете бермеш, мен саған түсіндіріп отырмын. Кішіпейілдік деген адамның жақсы қасиеті, дұрыс па? Ол исламнан келді деп айта алмайсың ғой. Жарайды. Енді Ақылтай. Қазақтың өзінде кішіпейілділік жақсы қасиет болса, бірақ өзін ірі сезініп, өзгеден жоғарымын деп тәкаппарлану, ол жаман қасиет. Түсініп отырсың ғой осыны? Болды. Сенің негізгі ұстанымың қазаққа сүйену ғой. Қазақ не ұстайды сол дұрыс па? Жоқ, қазақ бүкіл дінді ұстануы мүмкін, қазақ басқаша көзқарас айтуы мүмкін. Онда сен қазақты полностью ұстанбай тұрсың ғой. Ақылтай қара.
Қашпа. Онда қазақты полностью ұстанбай тұрсың ғой сен. Иә, қашпа дейтіндей. Не Жоқ, айтып отырсың? қазақты полностью ұстанып тұрсың ба, ұстанбай тұрсың ба, соны айтшы. Қазақ неше түрлі пікір айтады. Сен қайсысын ұстанайын мен? Енді онда сен біреусін ұстап, біреусін ұстанбайсың ба? Әй, қазақтың сен де ұстанбай тұрғаныңды мен саған қара. дәлелдеп бере аламын. Жоқ, Дәлелдеп берейін. Тұра тұр, сөзден қашпашы, қазақты ақылтай. ұстанбайсың, қара. Қараш, ақылтай, қашпа, бауырым. Мен саған түсіндіріп беремін. Микрофоныңды жабасың ба сен? Ақылтай сен енді болмайды енді, қашпа енді. Микрофон жабасың ба? Міне 1 минут. Мен саған айттым, сен айттың, қазаққа сүйенемін дедім. Мен айттым, Микрофоныңды жабасың ба деймін. Сенің сүйенетін қазақ болатын болса, қазақты ұстанасың ба? Микрофоныңды жабасың ба деймін. Мен саған қазақ емес екеніңді түсіндірейін. Ашынған ба? Ақылтай, сен ұстанасың ба қазақты? Айтшы. Ұстанам ғой. Сен ұстанбайсың. Болды, все. Қазақ ұстанасың. Енді қара, сенің идеяңда қазақ деген түсінік ненің негізінде пайда болады? Бұрынғы ғалымдарымыздың негізінде ма? Не дейсің? Қазақ деген түсінік бар ғой. Я сол ненің негізінде пайда болады? Бұрынғы ғалымдардың ұстанған жолы ма? Стандарт. Иә? Қара, қазақ деген түсінік ұлттық мифология, мәдениеттің, өркениеттің, тарих, салт сана болмысыңмен қосылып, сол идеологияның ұстанушысы ретінде ұсталасың. Түсініп отырсың ба? Болды. Так, демек сен қазір қанша 5 причина алып келдің ба? 5 причина? 6. Демек, 5 причина, иә? Осы 5-еу 6 жарайды. Осы 6-ауы қазақ болу үшін болу керек па? Иә. Болды. Егер сен қазір маған демек айтып тұрсың ғой, тәкаппарлық бұл осы 6-аудың негізінде орын алып тұр деп. Не дейсің? Құрсын, не айтып отырсың? Тәкаппарлықтың дұрыс, жақсы, жаманды қазақтан алдым деп тұрсың ғой. Дұрыс қой, тәжірибеден, салт сана деп айтып отырмын ғой, соның ішінде бар ғой. Болды. Егер осы 6 нәрсеге, қазақ деген түсінік сен 6 нәрсеге тұрады деп тұрсың ғой. Дұрыс па? Иә. Ол бірінші сен мифологиясы дедің, иә? Одан кейін не дедің? Дәстүрі дедің. Одан кейін не дедің? Ұлттық мифология емес, мифология ол сенің Құраның. Жақсы. Міне, бір. Ұлттық миф. Сана сезім. Сана сезім, иә. Сана сезім деген қалай түсініп бересің сен? Болмыс. Сана сезімге қалай түсініп бересің? Не ол сана сезім? Болмыс. Мен кіммін деген, табиғаттағы орным қандай деген, мына тылсым дүниеге танысуға, оны танып білуге деген ұмтылысың. Қалай таныған? Болды. Набор букв қой мынау. Жақсы. Үшіншісі не? Болмыс. Болмыс деген не ол? Саған тән, қазаққа тән, идентикалық элементтерің. Соңен төртінші не? Сен мынау не қуып отырсың? Тарих. Тарих дедім. Бесінші? Дәстүр. Дәстүр. Алтыншы? Алтыншы. Не дедің? Иә? Әдет ғұрып. Жоқ, дәстүр дедің ғой. Жоқ, дәстүрге кіргізбейміз. Дәстүр мен әдет ғұрыптың айырмашылығы неде? Бірақ оны сұрамасам да болады. Но екеуі сен 6 дедің, дәстүр мен әдет ғұрып дедің. Не айырмашылығы? Қазір мен саған түсіндіріп берейін. Чат GPT-ге кірмей, иә? Сен алдыңды көрсетші, бұл. Мен былай қойып қойын. Сен де көрсетіп жібер алдыңды. Алдыңды көрсетіп жібер, Ақылтай. Көрсетіп жібер алдыңды. Не көресің? Жоқ, ас жағы көрсет, стол жақты көрсет, стол. Дәрі, не керек саған? Болды. Жынды болмашы. Ақылтай, дәстүр мен ғұрыптың айырмашылығы неде? Қара. Мен саған қазақтың дәстүрі мен әдет ғұрпын түсіндіріп берейін. Не айырмашылығы бар екенін айтамын қазір. Қара, аузың ашылып қалмасын, қара. Қазақтың дәстүрінің ішінде біз айтамыз, озығы бар, тозығы бар деп, бірақ оның ішінде озығы бар және тозығы жеткенде бар ма? Бар ғой. Демек, ұстанған нысаның, әдетің, ол қайталанатын іс және ғұрпың, сонымен қайталанған, жалғасқан түсініктер сенің өзіңнің ұлт ретіндегі позицияңды айшықтайтын түсінік. Енді, ал дәстүр деген нәрсе, соның бір заманда өзекті болып, бір заманда керек болмауы, немесе оның аршылып жетілуі. Көрдің? Сен нысандағы затпен оны қабылдаудың өзектілігінің арқасында пайда болатын түсініктерді шатастырма. Болды.
енді қара, мен саған айтайын, сенде дәстүр демек қазір бір заманда өзекті, бір заманда өзекті болмайды ғой. Дұрыс па? Иә? иә. Болды. Енді сен қазір алты нәрсеге сылатып түсірсің қазақтың несін, болмысын шығаруда. Оның біреусі дәстүр. Дәстүр бірақ сенің ойынша өзгеріп отырады екен. Кейде ол өзекті болады, өзекті болмайды. Демек, қандай да бір жылдары тәкаппарлық өзекті болмаса, сен үшін ол дұрыс емес болып қала ма? Жоқ, бұл Құрандағыдай нәрсе емес. Біз тәжірибені алдық. Қара, Ақылтай. Тұра тұр, көке. Сен тәжірибені алдық, одан кейін ол біз үшін статикалық тұрғыда болады да. Статикалық тұрғыда болады. Ойбай, Ақылтай қарай ғой. Сен кішкене адаса бастасаң күлесің бе, истерит етесің бе, түріңе қарап отырмын. Жарайды. Ақылтай, дәстүр өзгереді дедің ғой. Енді мен саған қазақтықтың не екенін айтып бердім ба? Енді мен саған сұрақ қойайын. Жоқ, сен алты нәрсе дедің ғой. Дәстүр дедің, иә? Тұр болды. Дәстүр өзгере ме? Алтай қара. Осы тақырыптан кетпейміз. Осы тақырыптан кетпе деймін. Осы тақырыптан қашпаймыз қайда. Көріп тұрған шығарсыңдар да ақылтайларыңның қандай екені. Тоқта, қашпа. Сен әзір алты нәрсеге бекітеді дедің қазақ, иә? Біріншіден, ол алты нәрсені кім айтты соған бекітеді деп маған дәлел әкеліп берші, өйткені құжатты біз бағана эмпирикамен және дедукция дедік. Екіншіден, сен дәстүрді оның ішінде оның ішінде дәстүр сен өзгеріп отырады. Егер сен қазір өзгеріп отыратын болатын болса, қандай да бір заманда тәкаппарлық тұрады. Жасама. Мен қазір саған сұрақтар қоям, одан кейін барып жалғастырамыз. Жарай ма, Нұржан? Олай болмайды. Ақылтай, қашпа. Олай болмайды. Сен қазір нені айттың, қазақтың алты нәрсеге негізделеді дедің. Тұра. Чат-GPT отырма. Ят болады. Бай отыр. Анаяққа отырсаңызшы. Чат-GPT отыр. Епті кедік, міне. Қойдым бе, қолым талып кетті, қуасың ба? Толық көрсетсек. Сендердің бар ғой, осы өркениет әлемінің жетістіктеріне, игіліктеріне, мына Google, Chat-GPT, интернет дегендерге қарсылықтарың, прям өшпенділіктерің оянып тұрады екен. Ұялмайсыңдар ма кішкене? Жақсы. Ақылтай, алты нәрсеге негізделеміз едің ғой. Енді дәстүр өзгеретін болатын болса. Енді қара, мен саған сұрақ қоям. Сөзіңнен қашпа. Сұрақ қоям. Қазақтар діннің жақсы тұсын алып, жаман тұсын алмай тастағанын білесің ба деймін саған. Сөйлесуге мүмкін емес екен ғой, действительно. Сенімен сөйлесу мүмкін емес, сен сұрақ қойып жатсың, мен жауап беріп жатырмын бағана. Мен саған айтайыншы. Сен өзің алып келдің ғой өзіңді. Сен айттың, қазақтар алып келді. Мен енді сұрақ қояйын. Енді жауап берсеңші, бітірейік та. Жауап беріп қойдым мен саған, бәрін түсіндіріп бердім. Жоқ, дәстүр өзгеретін болмаса қалай сен оған негізделесің? Демек, тәкаппарлық бір жылдарда дұрыс болады да, бір жылдарда дұрыс болмау ықтималдығы бар ма? Сенде қазақтың өзінің түсінігі бар. Иә. Қазақтың өзінің түсінігі бар, білесің бе оны сен? Ол неге негізделеді? Түсінігімен біз өзгермелі болатынын, біз оның артықшылығы деп білеміз. Және ол ғылыммен бірдей біте қайнасады. Түсінесің болсын? Ғылымда абсолютно болды емес. Кішкене жаба тұр. Микрофонын жаба тұр. Қазақ болмысы өзгереді деп отырсың ғой. Ақылтай, сен қазір қазақтың болмысы өзгереді дедің ба? Өзгереді. Біз динамикалық құбылыспыз. Тіліміз де өзгереді, бәрі өзгереді. Оны кез келген лингвистен, мәдениетіміз, әдет-ғұрпымыз да өзгереді. Оның бәрін ал, мораліміз де өзгереді. Сендер 7-ші ғасырдың моралімен жүрген жоқсыңдар ма? Болды. Ақылтай, енді қарашы. Жауап бер. Енді сен қарашы, қазіргі сүйеніп тұрған қазақтарың бар ғой, моралына, иә? Қазіргі сүйеніп тұрған қазақтардың моралі бар ғой? Салғыласып қалған адамсың, жауап берсеш маған. Ақылтай, тыңда, мен айттым. Жауап бер маған. Маған жауап бер, қашпа. Сен ертеңгісін олар өзгерген кезде, қазіргі сүйеніп тұрған қазақтарың дұрыс болмайды. Ақылтай, қара, қазіргі сүйеніп тұрған қазақтарың, кейін өзгерген кезде сен өзгереді деп отырсың. Өзгерген кезде жоқ па? Дұрыс болып тұра ма, дұрыс болмай тұра ма? Соны айтшы. Дұрыс болып тұрады, қазақ өзі шешеді оны. Ненің дұрыс, ненің бұрыс екен. Озығы жеткен дәстүрді алады, тозығы жеткен дәстүрді қалдырады. Білесің оны? Сен соған сеніп тұрсың ғой. Сен енді
Мен де оған сүйенемін. Просто сен дұрыс емес Сүйенбейсің, сен оған интерпретация өтірік беріп айтпа. тұрсың да. Сүйенбейсің, өтірік айтпа. Аузыңнан келгенді сөйлеп Сен жатсың. тұра тұр. Сен қара. Ақылтай қара. Шариғи Ақылтай. үкімің қиямет күніне Демек. дейін. Бірақ Демек. сен ол бойынша сөйлесе алмайсың. Сен Ақылтай қара. қорқасың менен. Ақылтай Қорықпа. қара. Сен айтып тұрсың, қазақ дәстүрі өзгереді, қазақ болмыс өзгереді деп отырсың. Енді сен қазақтарды қазір ұстанып тұрсың да, бұлардікі дұрыс болып тұрады. Бірақ сен өзгереді деп отырсың да, ертеңсің бұлардікі өзгерген болатын болса, қазірдікілердікі дұрыс бола ма, болмай ма? 50 жылдан кейін Қазақ өзі шешіп, өзі өзгерсе, оныкі дұрыс болады. екі ақиқат бола ма? Бір ғана ақиқат болады. Енді онда сен неге ананды ақиқат, мынанды ақиқат деп тұрсың? Демек, қазақтың ақиқаты ақиқат емес екен, иә? Причем тут ол? Причем тут ол? вообще? Қазақты жерлеуге келгенде мына молдеке Ақылтай, қараш, екі ақиқат бола ма? Мына қарабеттігі де осы себеп. Ақылтай, Менің қарашы. сұрағыма жауап бер. Ақылтай. Менің сұрағыма жауап бер енді. Ақылтай ау. Менің сұрағыма жауап бер деймін. Екі ақиқат бола ма? Менің сұрағыма жауап бер. Жоқ, екі ақиқат бола ма? Ақиқат екеу болмайды, біреу болады. Біреу. Енді қара, сен қазіргі қазақтарға сеніп отырсаң, тәкаппарлықты дұрыс емес десең, ол қазақтар өзгеріп отырады десең сенің ойынша, бұл менің емес. Менің қазақтарда ол дәстүр өзгермейді. Енді сен өзгеретін болатын болса, онда болатын болса, ертеңсін тәкаппарлық дұрыс емес десе, қазіргілер дұрыс па, дұрыс емес па? Енді жауап бересің ба маған, жауап бермейсің ба? Жоқ, Ақылтай, қазіргілер Ақылтай. Оқиғаттарыңнан шаршап кеттік сендердің бар ғой. Ақылтай, қазіргі қазақтар дұрыс па, дұрыс емес па? Сонда дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дегенді айтқан қазақтардікі дұрыс емес па сеніңше? Жоқ, просто сенің қазақ сөзіңде туралы не деп жаман сөз айтатыныңды көрейік. сенің сөзіңде конфликт бар. Мен саған айтып тұрмын. Адам бір Динамикалық құбылыс дегенде ешқандай да конфликт жоқ. Бір күні бір дәстүр бізге болады, бір күні қазақ өзі шешсе, тарихи танымы мен дүние таным, түсіндік, салт сана деген түсінік бар, білесің ба? Сонымен ол тозығы жетті десе, оны қабылдамай кетеді. Болды. Енді демек. Сенің ойында қазір қараш. Тұра тұр. Сен ұсталмау үшін, кім Ақылтай? ұсталмау үшін, менің сұрағыма неге жауап бермей отырсың? Жоқ, Ақылтай, тыңдашы. Сен қазір қазақтарға сүйенем дедің. Кәні, менің сұрағыма жауап беріп жатырма, давай. Сен әділ болам дедің ғой. Жоқ, әділ, ол қазір араласатқан жоқ. Әділ. Сен эфирден кетемін, тиктоктан кетемін деген Ақылтай тыңдай ғой. Муслим, давай. Бауырмау, Ақылтай тыңда. Қашсаң, онда қашқын боласың. Ертеңгісін қашқан болып есептелесің, қашсаң, Ақылтай. Қарай бай. Сен қазір қазақтарға сүйенем дедің, иә? Қазақтарға айттың, ненің дұрыс емес екен, мен қазақтардың дәстүрінен аламын дедім. Бажылдай бере ма, Муслим? Мен тұрдым, айттым, иә, қазақтардікінен алатын болдым. Бажылдай бере ма? Енді қазақтар не ол дедім, сен маған алты нәрсе дедің. Оның ішінде дәстүр дедің, дәстүр өзгерте береді дедің. Бірақ оның ішінде сен дәстүрді айтпағасың басында. Ну жарайды. Неге айтпадым? Кірдің да, жоқ, сен алты басқа нәрсе айттың. Басқа. То есть дәстүрді айтқан шығарсың, бірақ сенің алтауың кейінгі алтаумен конфликтіге шығып кетті. Оны көресің. Енді мен саған айтып жатырмын, қара. Ақылтай. Муслим, кәніки, өзгерт ал. Менің сұрақ қоюыма мүмкіндік беріп, әділдік жаса. Ақылтай. Жоқ. Ақылтай қара. Мен саған айтып отырмын. Сен қазір қазақтарға ненің жақсы, ненің жаман екенінде сүйенем дедің, иә? Оны мен де сүйенем. Бірақ енді сен тұрдың да айттың. Қашсаң, сен ертеңгісін бәрі қашқан деп есептейді. Енді сен айттың. Ол қазақ. Сенің айтуың бойынша ешкім есептемейді. Очнись, әу, көке, очнись. Жарайды. Мен саған сұрақ қойып отырмын. Болды, ашыланба. Ақылтай, енді қара. Қазақтар неге жет ата дәстүрін ұстанып, оған высшая мера наказание жасаған дейсің ба? Қазақтарға сүйенем десең, қазақтардың қазір тәкаппарлық дегенді қазақтардан дұрыс еместігін алып тұрмын десең, бірақ ол қазақтар ертеңгісін дәстүр қашпа, Ақылтай, қашсаң ертеңгісін ят болайын деп тұр. Ақылтай, қашсаң ят болайын деп тұр. Соның чат GPT-іңді қосып жатсың ба? Енді қазақтарға сүйенем дедің ба? Ауыш болып қалғансың ба? Қазақтарға сүйенем дегеннен кейін... Жоқ, мына жағын көрсетсе, сен көрсете берме. Алдыңда. Тұрмай жатыр да, соған қойып отыр. Болды, қоя. Не болды? Не болды? Енді қара. Ауыш екеніңді дәлелдедің ба? Ауыш болып қалғансың ба?
Бол сөйлеп алсаң. Ақылтай қарай ғой. Аймақтарыңды қойсаңдаршы, қарап Сен етсең. қазақтарға сүйенем дедің ба? Қазақ Ой, бірақ көке, өзгереді дейсің. менің Енді сұрағыма маған жауап жауап бер. берші. Ақылтай. Менің сұрағыма Қазақ жауап бер. Жоқ, жоқ, Қазақтар жеті ата Ақылтай дәстүрін неге ұстанған? Ал неге Ақылтай-ау. Құдай имбридингке рұқсат берген? Тыңда, сөйтте жауап бер. тыңдай ғой. Сен маған бірінші өзіңнің позицияңнан жаңа түсіндіріп бер. Жоқ. Қазақтарға ұстанам. Мен уже оны талқылап тастадым. Неге? Кеттік одан. Жеті ата дәстүрі қазақта жеті Ақылтай, жарғысында мен тұрғанын қарай білесің ғой. бір минут. Жамбыл Артықбаев Бір минут, бір жинаған. минут. Бір минут. Соның 171-ші бетін ашсаң, Бір минут. өлім жазасы деген тарау бар. Сол Бір минут. бойынша жеті ата дәстүрін Ақылтай. бұзып, жақыннан қыз алысып, Жоқ. қан араластырғандарға высшая мера наказания. Көке, ол сен сенетін исламға қалай қатысы бар оның? Ақылтай міне. Қазір мен Жауап жауап бер. беремін ғой. Бол жауап беремін. Бірақ сен Жауап бер. Осы позицияны бітіріп тастайықшы. Сен просто мен қателестім деп мойында, мен өте саламын ғой. Жаңағы сен Құдай бар деп мойындаймын дедің ғой. Тура сол сияқты мына жерде қателестім деп. Құдай бар деп мойындаймын дедім ба мен? Бағана айттың ғой сен, иә, Құдай бар деп мойындаймын дедің. Мынандай болып қалған. Жарайды. Оны көресің. Басың стима жалпы, не айтып отырсың? Ақылтай қарашы, мынаны бітіре салайықшы. Сен қазір Нұржан, мен сені нормальный адаммен сөйлесіп отырмын деп отырмын мына жерде. Сен эмпирикалық әдіспен Құдайыңды танимын деп қудың. Одан кейін индукция мен дедукцияны түсіндір десем, лағып кеттің. Мені чат GPT-ді қолдандың дедің, ауырып жатқан, цвет өшіріп қойып жатқан адамды. Одан кейін, үшіншіден, мен саған қазақтың не екенін, Мен саған айтып отырмын. Жоқ, неден тыңдашы. құралатынын Ай, айтып бердім. Құдай-ай. Соның моралі қайдан шығатынын, оның дәстүрінің озығы бар, тозығы бар екенін айтып бердім. Не айтып тұрсың сен маған қазір? Енді мен саған түсіндіріп тұрмын да. Енді менің қазір- сұрағыма жауап бер. Жоқ, сенікі дұрыс емес деп Менің тұрмын да. сұрағыма- Қараш, Ақылтай, сұрағыма сен жауап бер. қазір қазақтарға Мына Муслим 08-дің әділеттігіне что-то күмәнім бар. Ей. Ертең точно кетесің ғой ТикТокта. кім Ақылтай әділеттік деген не ол? Сенде әділеттік деген түсінік болмау керек қой. Сен неге Қазақта тұра тұр. Қазақтың өзінде әділдік деген түсінік жоқ, себебі оған арабтар әкеп бермесе. Болды. Мен солай естіп отырмын, дұрыс па? Болды, дұрыс. Енді қазір сен қазақтарға сеніп тұрсың ғой. Бірақ ертеңгісін мына әділеттікті қазақтар 200 жылдан кейін 100 жылдан кейін әділеттік емес десе. араб құлсың. Қара, Егер Ақылтай, қазақтардың өзінде әділдік деген түсінік болмаса, оған арабтар әкеп берсе, және сен соны дұрыс деп отырсаң, сен араб құлсың. Ақылтай қараш, енді сен қазір әділеттікті маған алда, сен қазақтарға сүйеніп тұрмын деп тұрсың. Мен болды деп тұрмын. Әдемі. Енді қара. Бірақ сол сен Қазір ғана иә дедің сен. Сен Қазір ғана иә дедің. Енді Әділет қазақтарға ұғымын қазаққа арабтар әкеп беріпті. жоқ, мен айтпадым бүйтіп. Енді тыңдай қойшы Ақылтай. Сен қара. иә дедің сен сөйтіп. Қазаққа иә сүйендің дедің ғой ғой. жаңа. Қазаққа сүйендің ғой. Енді қазақ ертең өзгереді дейсің сен. Бұл дәстүр Иә. өзгереді. Иә. Өзгереді, Енді қазіргі ақыл, сенің әділеттік деген түсінігің қазіргі ата-бабаларға тұсанып тұрсаң, кейін 100 жылдан кейін өзгерсе, қазіргі ата-бабалардікі дұрыс па, дұрыс емес па? Әртүрлі. Қалай әртүрлі? Прикинь. Сен ақиқат біреу болады дедің ғой. Қара. Ақиқат біреу болады дедің ғой. Нұржан, қара. Ақиқат біреу болады дедің ғой. Нұржан, қара. Енді Ақиқат біреу болады дәуірінде- тұра тұр. Хандық дәуірінде сен ханға барып датыңды айта алатын ба едің? Айта аласың. Дұрыс па? Иә. Қазір Тоқаевқа барып датыңды айта аласың ба сен? Ол Алдына дәстүр емес, ол дәстүр емес. Тұра тұр. Ол Одан дүниетаным кейін- салт сана деп аталады, көке. Ой, Сен бай, оған ой. хабарың болмаса, мен Одан саған кейін түсіндірейін. неге айта алмайсың? Міне, көрдің ба? Өзгеріс. Міне, Жөн неге айта алмайсың? Неге барып датыңды айта алмайсың? барып Айта айта алмайсың. қойшы кәні. Жөн неге ол? Бар да кіріп айта Сен қойшы кәні. неге ол барып конкретно официально заявление жазып барып айта Енді- аласың? Мен саған өзгерісті көрсеттім ба? Енді менің сұрағыма жауап бер. Жоқ. Салт дәстүр деген Жауап сен бермейсің мағынасын ба? түсінбей тұрсың. Жауап бермейсің ба? Салт дәстүр деген мағынасын Жауап түсінбей бермейсің тұрсың. ба? Кете берейін ба? Ақылтай, Жауап қашпа. бермейсің ба? Кете берейін ба? Кетпе. Біраз нәрсені мен саған Жауап мойындатып бермейсің жіберейін ба? деп тұрмын. Біраз нәрсені мойындатып Я жіберейін жоқ. деп тұрмын. Я жоқ. Жоқ. Сен сияқты дүмше мылжыңмен Жауап беремін. Жауап беремін. Бір, Қашпа. екі. Жауап беремін. Бірақ просто сенің Давай. сұрағымды бітіріп алайық. Жоқ, бітіріп қойдың сен. Баяғыда қашпа. бітіріп қойдың. Қашпа. Қырыңда отырсың. Атеистерден Өзің ұят дін болады. бойынша сөйлесе алмайсың. Діни хабарың жоқ. Атеистерден- Батыстан шығатын хадисті де әлі білмегенсің. Ақылтай, Оқымағансың. қарашы, Мүбәрәкті бауырым. бітіргенсің. Оны Оны не кез істейсің? келген бала Оны не жемшке дейін істейсің? шағып тастайды, Оны ол не хадис. істейсің? Оны не істейсің? Мен саған мынаны түсіндірейін деп жатырмын да. Жеті ата Сенің дәстүрін неге қазақтар соны высшая мера наказаниемен тыйым салып бекітіп қояды да, ал исламда оны имбридингке рұқсат береді, а? Немере Болды. қарындасты алуға рұқсат Жауап береді. Ол Құдай білмей қалған ба? жарайды. Давай, Енді жауап. қарас, Ақылтай, егер қазақтар тұрып сол высший мераны ертеңгісін 100 жылдан кейін өзгерте ала ма, өзгертпей ма шариғатқа сай қылып?
бүйтіп қалса сөйтіп қалсашы Мен өзгерте аламын, өзгерте алмаймын ба? дүршелер өздері өзгере ма, өзгермей ма? Өзгере бола ма, болмай ма? Өзгере ма, өзгермей ма? Егер сен маған жауап бересің ба жоқ па? Не жауап қылып беріп тұрмын отырсың? ғой. Халыңды қайта Енді қайта қара, бүйтіп. болды, Жамбыл Жабаев айтты. Высшая мера наказания деді. Бұл қазақтардың негізгі дәстүріне сүйенген. Енді мен айтып тұрмын. Сен дәстүр өзгереді дедің. 100 жылдан кейін 100 жыл Жамбыл Жабаев айтты дейді. сен сөйтіп естіп қалдың да, мен сен Жамбыл Жабаевтың кітабында тұр дедің. Бірақ жарайды. Енді ол қазақтардың салт дәстүрінде болатын болса, салт дәстүр өзгереді дедің, иә? Енді қарашы, Ақылтай. Көке, білімсіз мен саған айтайын. Жамбыл Жабаев емес. Не айтып отырғанымды түсінші. Жеті жарғы бар. Жеті жарғыны қазіргі үлгісін Жамбыл Артықбаев деген этнограф, тарихшы ғалым жинастырған дедім. Сен Жамбыл Жабаев деп не қылып отырсың қазір? Болды. Ақылтай қара. Енді демек жеті жарғыдағыдай қазір заңдар ертеңгісін 500 жылдан кейін шариғатқа сай өзгерсе, ол дұрыс па, дұрыс емес па? Өзгере ме, өзгермей ме? Шариғатқа. Я, сен тұрсың ғой, сен айтып тұрсың ғой, дәстүр өзгереді деп. Я, демек, бұл дәстүрден болатын болса, ол өзгеру ықтималдығы бар ғой ертеңгісін? Бар ғой. Болды. Енді ол шариғатқа сай өзгеріп қалса, онда дұрыс бола ма, дұрыс болмай ма ол? Сендер соны құртып атсаңдар, конечно, өзгереді. Біздің жас ұрпақтың инбридингпен ана немере қарындасыңды ала бер, ал сонда жыныс қатынасқа түсе бер десең, сол болады сенде. Ақылтай, тыңдашы бауырым. Ертеңгісін бұл жеті жарғы сұрағыңа жауап берейін. Мына жеті жарғыдағы дәстүрге сүйенген заңдар. Ертеңгісін бір 700 жылдан кейін жауап бересің бе? Жауап беріп жатырмын ғой. Жауап беріп жатырмын ғой. Соншалықты топассың ба, сұраққа жауап бере алмайтын? Қарашы. Маған сұрақ қоймай жауап бер. Мен саған сұрақ қойған жоқпын. Енді мен саған айтып тұрмын ғой, бұл негізі дұрыс болып есептелінеді, шариғаттікі неге? Өйткені ертеңгісін дәстүрдің өзгеру ықтималдығы бар, сен өзгереді дедің, ал онда шариғатқа сай келетін болса, онда сенің ойыңша да бұл онда дұрыс болып есептелінеді. Онда инбридинг дұрыс па не сен үшін? Не қуып отырсың? Енді ол ертеңгісін дәстүр өзгеру мүмкін ба? Ғылыммен бекітіп алдық емес па біз? Ғылымда да дәлелденді ғой ол. Неше түрлі ауру таралатын генетикалық уровеньде білесің бе оны сен? Ақылтай, дәстүр өзгеру мүмкін ба? Тұра тұршы, мен сенің құндылығыңды что-то түсінбедім. Сен маған мынаған жауап бер. Сен немере қарындасыңды аласың ба? Ертеңгісін дәстүр өзгеру аласың ба деймін немере қарындасыңды? Дәстүр өзгеру мүмкін ба? Немере қарындасыңды аласың ба деймін? Қарашы, дәстүр өзгеру мүмкін ба? Немере қарындасыңды аласың ба? Ертеңгісін, қарашы, Ақылтай, ертеңгісін. Мен мынаған 1000 рет айттым. Дәстүр өзгеруі мүмкін, ол динамикалық құбылыс. Қазақтың өзі айтады, дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деп. Ал сен әлі сұрап отырсың соны. Маған жауап бер. Маған жауап бер. Аласың ба немере қарындасыңды? Болды. Ақылтай, ертеңгісінде дәстүрдің өзгеру ықтималдығы тұратын болса, сен айтқандай, немересі қарындасын алуға келіп қалу ықтималдығы бар ма, жоқ па? Жоқ. Онда өзгермей ма? Оған қатысты түсінікті ғылыммен бекітіп алдық қой біз. Неге қалай ғылыммен бекітіп алдың сен? Сен қалай ғылыммен әлі оқымағансың ба не? Жоқ, сен родственные браки чем опасны деп гуглға ма жазып көрші көке? Жоқ, тыңдашы мені. Өзің жек көретін. Болды. Немере қарындасыңды аласың ба жоқ па? Болды. Егер сенің ойында жауап бер. Аласың ба жоқ па? Тыңда, сен қазір дәстүр өзгереді. Аласың ба жоқ па деймін немере қарындасыңды? Дәстүр демек өзгермеу ықтималдығы бар ма сенің ойынша? Аласың ба жоқ па? Неге сен қашып тұрсың? Өзгереді деп отырмын, қайта сұрай берген не қылып отырсың? Енді өзгеретін болса, логикалық тұрғыдан ертеңгісін шариғатқа сай өзгеруі мүмкін ба? Ықтималдық бар ма? Жоқ. Жоқ деген 100%-ді қалай шығардың сен? Шариғат келмейді біздің елге, білесің бе оны? Неге? Ол ислам бойынша да солай ғой, білесің ба? Ислам бойынша қиямет болған кезде уже жақындағанда мұсылмандар болмайды екен жер бетінде. Неге қашып жатсың? Мен саған айтып отырмын. Ақылтай, қарашы, ертеңгісін ықтималдық бар ма? Жауап бересің ба, немере қарындасын аласың ба, алмайсың ба, не қуып отырсың? Судыратып, дүмшелікпен айналысып отыра беру әйтеуір. Анарлары толысқан, тырсылдап тұрады, 40 жыл бойы жыныстық қатынаспен түсесің деген әңгімені тыңдағанда бәле дейсің. Маған сұраққа жауап бер енді. Мен мынаны түсіндірейін деп жатырмын да, Ақылтай, қара. Егер біз айла хукм дейді, следствие причина. Аласың ба жоқ па? Қара, бір нәрсе
бір нәрсені деп бекітсең, Немере қарындасыңды онда аласың ба жоқ па қара, деп бір отырсың. нәрсеге бекітсең, Ақылтай, мен саған үйретіп жатырмын. Онда Ей, ол сен причинасы маған үйрететін адам емессің. өзгеру Сенің мүмкін моралің емес. маған қайшы, білесің бе оны? Аласың ба немере қарындасыңды? Ақылтай, сенің моралің қазаққа Жауап негізделген бер. ба? Бір сұраққа жауап берген жоқ. Мына дүмше Ақылтай, бір сұраққа жауап бере алмайды ғой. сен қашу құлығыңды мен білемін. Мен сен қашып Ай, сұрақ қойып отырмын. Сен сұрақтан қара. қашып отырсың өзің. Жоқ, сен маған мынаны айтып берейінші. Ертең Жауап бер. болса, Немере қарындасыңды аласың ба? Алмайсың ба? Мен сені егер көрем әлі. Ей, болды. немере Мына қара. қарындасыңды аласың ба, алмайсың ба? Мына қара, әдемі тұр. Жауап берейін. Ақылтай, ертең Еркекке еркектің түрі әдемі екенін айту енді мен үшін білмеймін. мен сен балаң айтпайсың ба әдемісің деп? Ол мен балам ғой. Еркек дейсің ба емес не? па? Сен балаңды еркек дейсің ба не? Әкең айтпайсың ба? Айтшы еркек деп. Мен Әкең әкеме айтпайсың. түрі әдемі екенін айтпаймын. Неге Айтпайсың айтуым ба? керек? Сен әкеңе түрің әдемі екен деп айтып жүрсің ба не? Айтамын мен әкеме. Иә, әке әдемісіз не болды? Қандай проблема? Неге сен неге айтпайсың? Көлденең көк аттық айтып отырғаныңды білесің ба? Просто не себеп Енді сен менің сұрағыма жауап бер, Жоқ, қашпа. Ақылтай, жарайды. Нұржан, Не былай қашады, Тайкюге қашпа дегенде бәле дейсің, мен Қарашы. бір сұрағымнан қашып отырсың ғой. Немере қарындасыңды аласың ба, жоқ па? Ақылтай қара. 33 сүре, 50 аят. Вам дозволены деп келеді. Сен оны Болды. алуға рұқсат деп тұр, саған халал деп тұр. Сен аласың ба, жоқ па? Болды. Ақылтай, сұрағына жауап беремін, қазір үндемей отыр. Егер жағдай солай болып тұрса, және салт дәстүр ертеңгісін сол шариғатты өзгереді деп айттың, өзгеріп келсе, саған ол дұрыс па, сен аласың ба, алмайсың ба? Саған қазақтың салт дәстүр соған өзгеріп келсе. Аласың ба, Сен алмайсың? жауап бердің ба? Алсайшы. Сен жауап Алсайшы. бердің ба? Айта қойшы кәні. Бұл саған, сол бұл айтып, бұл ұстап алды. Саған сұрақ, сен жауап беріп, қателесіп қаш, мен ұстап алайын. Почему-то қателеспей жатсың сен. Жоқ, қателесіп Жауап бер, немере қарындасыңды аласың ба, жоқ па? Ақылтай, мен саған айтып тұрмын. Немере қарындасыңды аласың ба, жоқ па? Шариғатпен ертеңгісін дәстүр сәйкес Немере қарындасыңды аласың ба, жоқ па? Сен айтқандай, онда саған дәстүр дұрыс па, дұрыс емес па? Немере қарындасыңды аласың ба, жоқ па? Ақылтай сұрақ. Қазақтың дәстүрі өзгереді. Сен өзгеретін болса, немере қарындасты алуға болады десе. Аласың ба, алмайсың ба? Дәстүр. Дәстүр динамикалық құбылыс. Қазақ оны тозығы жетті десе, ол дәстүрден бас тарта алады. Болды. Енді демек. Шариғатың бойынша сен немере қарындасыңды ала аласың ба, жоқ па? Енді қара. Жеті ата қазір, иә, дәстүр болып тұр. Сен өзгереді дейсің де, ертеңгісін 2 жылдан кейін өзгерсе, немере қарындасын аламыз десе, сен оны құптайсың ба, құптамайсың ба? Немере ей, сен топыс болып қалғансың ба? Сұрақпен жауап бере ме екен? Дәстүрді алмайсың ба? Сұраққа жауап бергенді білесің ба, сен қалай жауап беретінін? Алмайсың. Ақылтай, дәстүрді аласың ба? Сен маған жауап бермесең, мен саған не үшін жауап беруім керек? Дәстүрді аласың ба, алмайсың ба? Неге осылай дүмше болып отырасың? Немере қарындасыңды аласың ба, алмайсың ба? Дәстүр. Біз қазақтар оны өзіміз шешеміз. Болды. Давай, саған жауап бердің ба? Енді маған жауап бересің ба, жоқ па? Жауап жоқ па? Мен саған айтып тұрмын ғой. Лайлы суға отырдың ба көтеншегіңмен? Болдың ба? Жеткен жерің осы болды ма? Ақылтай. Енді сен өзің халық көреді ғой, қалай қашқаныңды. Аласың ба немере қарындасыңды, жоқ па? Сен қашып Ақылтай. Сен тағдыр дәстүрге негізделемін. Енді мен сен сұрап отырмын. Дәстүр ертеңгісін бар. Сөйтіп қалса деп шешпейміз біз оны. Сен сияқты ана философия қуып ойнап отырмаймыз. Біз нақтысын аламыз. Тәжірибеден көрдік, дұрыс екен, осыны аламыз. Анадан көрдік тәжірибеден қыз қуымыз, қыз алып қашу, дұрыс емес дәстүр екен. Гуманизмде сәл жат, қыздың құқығы тапталады екен. Біз алмаймыз оны.
Көрдің ба? Осылай өзгеріп отырамыз. Ал сен не қыл деп отырсың? Айта қой маған, немере қарындасты аласың ба, алмайсың ба? Қызды алып қашу дәстүрін сен аласың ба, алмайсың ба? Мен алмаймын. Немере қарындасты аласың ба, алмайсың ба? Неге алмайсың? Дәстүр ғой. Мынау жауап бермейді ғой. Жоқ, неге алмайсың? Мен де айтайын, иди в жопу тогда. Дәстүр қашпа. Либо қазір мен саған уақыт беремін. 22:00 болды, 22:01-ге дейін жауап бермесең, 22:02-де немере қарындасың алам, алмаймын деп айтпайтын болсаң, мен сені шыға саламын. Қашпа. Сен егер дәстүрді мойындасаң, Уақытың кетіп жатыр. Бол, қара, дәстүрді мойындасаң, неге сен бір дәстүрді алам, алмаймын дейсің да? Бұл бір. Неге бір дәстүрді алам, алмаймын дейсің? Бұл бір. Аламыз, потому что қазақтар біреуін алады, бірін алмайды, өзі біледі оны. Бол. Ондай болатын болса, сен дәстүрге негізделген деп айта алмайсың. 22:00 болды, кетті. Ақылтай түсіндірейін, тыңдай тұр. 1 минут уақыт беремін. Егер жауап бермесең, шыға саламын. Өйткені қара, Ақылтай, егер сен бір нәрсені базар ретінде алатын болса, оны бірде алып, бірде алмау деген логикаға қайшы. Өйткені сен оның авторитетін... Қайшы кім айтты оны? Өйткені сен оның негізгі дұрыс еместі ажырататын авторитет ретінде мойындасаң... 22:00 болады, дәстәс деймін саған. Қашпа. 22:00 болады, дәстәс деймін. Бір нәрсені сен... Немере қарындасыңды аласың ба, алмайсың ба? Давай. Жақсы мен жаманды ажырататын... Немере қарындасты аласың ба, алмайсың ба? Авторитет ретінде мойындасаң, онда сен қашуға болмайды. Немере қарындасты аласың ба, алмайсың ба? Давай. Сен қандай... Сен неге қашып тұрсың? Қашпа. Немере қарындасты аласың ба, алмайсың ба? Қашсаң, ертеңгісін... Немере қарындасыңды аласың ба, алмайсың ба? Қашсаң, ертеңгісін бәріне белгілеп қашқан. Мен қайта өткенде қашпадым. Немере қарындасты аласың ба, алмайсың ба? 22:01. Қара, Ақылтай, мен саған аласың, алмайсың, давай. Ақылтай жанау, мен саған сұрақ қояйын. Сен егер дәстүрді мынау ма айтып жүрген имамдарыңыз бір әңгіме айта ма десем, мынау не қырты болды? Авторитет ретінде мойындайтын болсаң, қай кетті? Ардақ? Муслим шақыр, тағы бір рет шақыр. Ардақ алмайды, уайымдама, ешкім алмайды. Не болды саған, уайымдама. Көтеріл кел. Сен өзің ұсталып тұрсың да басқа темаға секірмесейші енді. Әділетсіз ол әбден сөйтіп үйреніп алған ғой, жібермей қойсаң солай істейді да ол. Қағиет вообще жоқ болып кетті. Кім Ақылтай келе ғой, күтіп отыр, мен сенің атеистерден ұят болатын болды. Ақылтай? Ұят болды, мына қашып кеткен. Даганса тұрмай ма сөзінде? Ақылтай? Ардақ? Ардақ, Ардақ, бергеле. Ардақ. Мошенник. Қақта мынау. Ұстаз, пока қателігін айта беріңіз. Мен бір-екі жерін байқадым. Жақсы, бұл деген әбден андай сөзге үйреніп алған ғой. Мен оны ана бір Закария ма, сол жігітпен де сөйлескен көрдім, өте әдепсіз жігіт екен да негізі. Былай қашып, сөзден ойнап. Оған ондай мүмкіндік бермеу керек та, әйтпесе бұл адамдардың алдына ойбай бір қырғандай болып көрініп қалады. Сондай мүмкіндікті бермеу керек негіз бұған. Бұл ұсталынып тұр да, қашып тұр. Ұсталынып тұрған позициясы неде? Біріншіден бұл барып өзінің жақсы мен жаманды ажырату авторитетін барып қазаққа тіреді. Жақсы, қазаққа тіреуде проблема жоқ, бірақ ол өзі қателесті. Қазақ 6 нәрседен композициядан тұрады дейді. Бұл қалайдан шыққан композиция. Бұл ой сана және болмыс идеясы дейді. Бұл оған қалай ереже бере алады ол? Ол вообще просто аузына келген бір ақылды болып көрінетін ретінде айтты да, мен білдім шатасып отқанын. Содан кейін тұрдым да қайтадан сұрадым әдейі. Ол екіншісіне тұрып айтып келіп дәстүрді қосты да, енді салт дәстүрмен, одан кейін ғұрыпты айтқаннан кейін екеуінің қандай айырмашылығы бар десем, ол тұрып дәстүр өзгереді, өзгермейді, анау өзгермейді деп тағы шатасты. Енді осылай, енді сен қазаққа авторитетіңізді, жақсы жаманды ажырататын рөлді беретін болсаң, онда ол сенің өзгермеу керек та. Неге? Өйткені өзі бір ақиқат екен мойындапты. Егер қазіргі ата-бабаларды ұстанып тұратын болса, мысалы ол қандай позицияны алды, нені алды ол? Қыз алып қашу ма? Немнені мәселені қарастырды тәкаппарлық жаман деп. Енді ол өзі айтып тұр, ол өзгереді дәстүр дейді. Сіңме айттым, мен ертеңгісін
500 жылдан кейін, 200 жылдан кейін тәкаппарлық дұрыс болу идеясына тұрып ықтималдығы бар ма десем, бар дейді. Ал енді демек қазіргі сен ұстанып тұрған ата бабаларының ана тәкаппарлық жаман дегені ертеңгісін 100 жылдан кейін өзгеру ықтималдығы тұратын болса, ондай болатын болса, қазіргі аталардың айтқан сөзі дұрыс емес. Иә, енді демек сен қазір мына аталардікін дұрыстан шығармай, мына аталардікін дұрысқа шығарып тұрсың да. Ал егер ондай болатын болса, екеуі де дұрыс дейсің, не болмаса біреуі дұрыс емес дейсің. Ол сөздерінің біреусіне сылатсетті. Бұл логиканы біліп тұрған бала емес вообще. Бұл просто бәдік айтыс дейді ғой. Негізі мен атеистерге шын айтайын. Атеистер ақылтай өздерін біліп тұрған шығарсыздар мына вообще негізі надан екенін. Мүлдем надан ғой, просто ұрсуды үйреніп, ұрысқанда біледі бұл. Не дедукцияны не деп айтты жаңа? Индукция. Дедукциядан қателесті. Ой алла, тағы да. Оның алдында ChatGPT-ге қарап отыр да, мен өзім сөйтіп ойладым, өйткені айтып отырды да. Соң ChatGPT-де қойшы телефонды, енді айтшы деп едім, тура наоборот айтып берді да. Ол бірақ оның алдында дұрыс айтқан. Сөйтіп тұрды, наоборот айтып жіберді. Енді атеист кішкене ақылыңды қосатын болсаң, көріп тұрсың ғой, мен просто оның дәрежесіне түстім да, оған сөз бермедім. Болды. Әйтпесе ол онымен өзінің тілінде сөйлеспесең, ол негізі бір жүйелі сөзге келетін адам емес. Бұда логика жоқ, мүлдем болмай тұр да. Сөзден қашу, бір қай сөзі оның бір дұрыс болуы мүмкін, мынаның ішіне мен түсіне алмаймын. Жаңа сіз негізі бекітіп атқан кезде, эмпирикалық дәлелдерді бекітіп атқан кезде мақсат басқа етін. То есть не нәрсе бізге қазір дәлел құжат ретінде болады. Бірақ ол оны алып алып, жаратушы Құдай бар ма деген мәселеге әкеп тақап жатыр да. Яғни сен осыған сүйеніп, жаратушы бар жоқ деген тауып берші маған деп жатыр да. Бірақ әңгіме басқа да болды да. Манипуляция. Бұндайлармен бұл андай конкретно бір нені білдіре алмайсың да, оның бір ақымақтығын ше. То есть ақымақтығы өздері білдіртеді да, а былай негізі бір сөзден ұстап алу деген жоқ бұларда позиция. Неге? Өйткені жоқ қой ешқандай ар намыс. Сөйлей береді, ұрса береді да. Бұл қазір қарасаңдар, қанша уақытын немен өткізгандай. Манипуляция және оскорбление өткізді. Енді атеистер енді өздерін көріп тұрсыңдар деп ойлаймын мен негізі. Сондықтан да ақылтайларың бір, мен әдейі шықпай қойдым оның позициясына түсіп сөйлестім, жібермейін деп. Одан кейін ол қашты. Демек, мен өткенде, хотя олардың эфиріне кірген кезде мен қашпадым еще. Қараш, олар мені шығарып жіберді. Енді жігіт болса отырып, мен шығарып жіберетіндей болмай ма? Сіз шығарып жібердің ма? Кім сайту деген кіргізбеді ғой, мен қайта сұрадым ғой, кіргізбей қойды осқақтар. Не себеп болды? Білмедім, сол типа оларға мүмкіндік бермесең, ол солай болады да. Типа сұрағынан ұстап тұрып алсаң, сондай болады. Бұлар негізі осындайға үйреніп алған ғой, әбден андай, дұрыс па, үйтті ма, одан кейін жаңағыны белгілеп алып, сұрап сөйлесетін кезде, құжатты белгілеп алып, ChatGPT шығарып тастаңыздар, өзі мойындады ғой, одан кейін өзі сөзін мойындаған кейін одан кейін қаша алмай тұрды, ChatGPT-ға бара алмай. ChatGPT-ден алсап тастаңыздар болды, бұл түк білмейтін бала ғой. Кеше алдыңғымыз, кеше емес, алдыңғым тоже диспут болған ол баламен. Құдай қаласа ол да шығады, просто субботадан кейін шығарайын деген ғой. Тоже жаңағыдай ChatGPT-сіз шығып қалды ол бала. Негізі жаман жеген, құдай қаласа оны да шығарайық. Негізі сам по себе бұлар тек қана сол ChatGPT, одан кейін самый үлкен проблемасы сөз бұлар мен түсінгенім. Негізі жүйесіз алынған білім проблема екен да негізі. Мен сұраққа жауап берейші. Мен жаңа мына сұрап жатыр ғой, кім муслим немере қарындасыңды алуға бола ма идеяшы. Мен просто әдейі жауап бермедім, бірақ бұның жауабы белгілі, баяғыдан зеш шығып кеткен жауап. Мысалы қараңдар, мен өткенде бір тәңіршіге де жауап беріп жатқам. Бұл дегеніміз, бұл ақылтай қалай позицияны әкеп тұр? Немере қарындасыңа үйленбесең, сен ислам бойынша дұрыс емес қой, дұрыс па деп жатыр да. Мен айтып жатырмын, немере қарындасына үйлену бұл уәжіп, фарз, ешқандай амал емес. То есть немере қарындас деген сенің қарындасың емес та ол тіпті. Немере қарындас дегеніміз бұл ағаңның бауырының несі қызы. Енді мына жерде мынандай сен идеяның келуі бұл саған міндеттейді деген әңгіме ма? Жоқ, міндеттемейді. Даже пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның халифтары Омар радиаллаху анху өстіп айтқан, үйленген кезде туысқандар алыс болған сайын жақсы деген да.
алыс болған сайын жақсы. То есть бұл бізге міндеттелетін амал болатын болса, онда Омар радиаллаху анху өзіне позволять етпейтін еді. Бұны тастап, то есть туысқандықты алыс болған сайын үйленгендердің жақсы идеясын бізге айта алмас еді. Демек, бұл жердегі жалпы идея қазақтың салт дәстүріне қайшы келіп тұрған жоқ, қайшы келтірудің конфликт ретінде қалыптасудың қажеті де жоқ бұл жерде. Бұл жердегі не идея? Бұл жердегі идея. Ертең қандай да бір заман ықтималдығы тұра ма? Мысалы, жер бетінде аға сестра ғана қалып қалады да, соларға қарай заман қарап тұрады деген сияқты идея тұра ма? Сол кезде болады, болмайды идеясына тұрады да бұл. Рұқсат емес. Былай қазір қоғам наоборот, шариғат айтып жатыр. Қалай қазақтың ғұрпында 7 ата ма? 7 атаға ыңғайлаған проблема жоқ. Ешкім ештеңе деп жатқан жоқ та. Бұл негізі вообще проблема шығармайтын жерден проблема шығарып жатқан адам ғой негізі. Ұстаз бір рұқсат болса бір нәрсені қосып жіберсем осы неке мәселесінде бола ма? Айта беріңіз. Қараңыз, мына мен дәл қазір Қазақстан Республикасының неке бабын ашып отырмын да. Қараңыз, неке бабының 11-ші бабында былай жазылады да, араларында неке қиылуына, ерлі-зайыптылы болуына жол берілмейтін адамдар дейді. Біздің Қазақстан Республикасының заңы бар. Жаңа сіз айтқан негізі уже біздің Қазақстан Республикасының заңында ең қойған да. Бұл қараңыз, бұл жерде бір жынысты адамдарға неке қиюға болмайды, және олардың біреуі басқа бір уже некеде тұрған болса неке қиюға болмайды, сосын бар тек қана жақын туысқандардың арасында неке қиюға болмайды да. Ал басқа жалпы айтқан кезде үшінші троюродный или жаңағыдай немере шөбере ары 3-4 адамнан ары аса уже үйлене беруге болады. Бұл уже біздің неке бабында бар да, бұл ше. Қазақстан Республикасының конституциясында уже өзгертіске ең қойған нәрсе да бұл ше. Біз енді мынаны қазір мынау конституция дұрыс емес деп болмаса әлемдегі жалпы айтқан кезде 3-ші или 4-ші атадан үйленіп жатқан бүкіл халықтардың барлықтарының сендердікі дұрыс емес, сендердің істеп жатқандарың аморален деп айта алмаймыз ғой біз. Біз қазақтың дәстүрімен жүрмейсіңдер, сендердікі таза оңбағандық деп айта алмаймыз ғой біз. Біздің дәстүрімізге сенбейді екен деп біреуді біз үйтіп айыптауымызға хақымыз жоқ. Даже тіпті біздің қазіргі Қазақстан Республикасының неке бабының өзінде де жақын туысқандардың жаңағыдай бір-біріне неке үйлене беруге рұқсат бар да ғой. Уже заңға ең қойған да біздіңше. Өйткені бізде Қазақстанда 130-дан астам ұлт бар. Оның тек қана бір ғана ұлт, яғни қазақ ұлты ғана жаңағы 7 атадан қыз алыспайды, қалған бәрі алысады. Сол үшін біздің Қазақстан Республикасының конституциясында бар да бұл нәрсе ше. Енді қара, мойбос қара. Бұл жерде ол қазір апеллировать етті, ол дұрыс емес идеясын қаяқтан аласың десем, ол бірінші конституцияда деді, одан кейін қазақтан аламын деді, иә? Енді қазақтағы идеясы тұрып, ол 7 ата деп тұрса, конституциядағы идеясы ол болады деп тұрса, бұл қайсысын ұстанады деген вопрос туындайды. Ассалаумағалейкум, мен қосып кетсем бола ма осы сөзіңізге ше толықтырып? Конституциядан аламын ана-мына деп тұр да, егер біздің заңға адамдарды бейберекет өлтіруге болады деп енгізсе, оны да ала ма бұлар? Сондықтан да бұл айтып тұрмын ғой, бұл негізі жақсы жаманды авторитетность біреуге беру, который ол вообще абстрактный явление. Жоқ қой негізгі бір түсінік конкретно. То есть өзгермелі нәрсеге жақсы жаман идеясын шығаратынды белгілеп қойғанда, ал енді осыдан сұралына береді. Осы қазір оған просто қараш, любой нәрсе айтсаң да, ертеңгісін ол өзгере ма? Оның ойы да өзгереді, ол қазаққа апарса да өзгереді, ол конституцияға апарса да өзгереді. Жалпы негізі сен аналогия шығарып берсең болады. Егер болашақта ол өзгеретін болатын болса, ол ықтималдықты жоққа шығарамайды. Өзгеретін болса, ол қарама-қайшы шыға ма деген кез келген нәрсе, который не постоянно, ол негізі ақ пен қараны ажыратуда, не болмаса жақсы мен жаманды ажыратуда негізгі ключевой роль атқара алмайды. Сосын барып, ұстаз мына жерде тағы да сол 7 ата туралы мәселеден мына жерде мынандай қосып кету керек та. Негізі 7 ата біздің қазақтың тарихында жалпы салт дәстүріне нақты Жәнібек ханның уақытында, яғни 1470 жылы енгендігі туралы тарихи дерек бар да. Жәнібек хан бұл ол кісі негізі мұсылман. Оның шын аты негізі Абу Саид, азан шақырып қойған аты да ол кісінің. Сол кісі өзіміздің жаңағы қазақтан шыққан жаңағыдай дәрігер болған кісі
Тілеуқабыл Өтебойдақ деген кісінің шипагерлік баян деген араб тілінде жазылған кітабынан аударылған бұл тарихи факты да бұл. Мұсылмандар енгізіп тұр да бұны. Айтқан кезде бұны әкеліп тұрған жеті ата деген дәстүрдің өзін мұсылмандар енгізіп тұр да, негізі анығында ше. Просто Айта беріңіз. Просто мен айтпағым, жалпы шариғат қайшы емес қой, наоборот шариғат соған шақырып тұр ғой. Былайша айтқанда, туысқандарың алыс болған сайын жақсы. Бұл жерде конфликт создавать ететін ситуация емес. Сен барып қазір жетаға үйленсең, сен шариғатқа қарсы шықтың деген идея тұрмайды бұл жерде. Ассалаумағалейкум, ұстаз, қосымша айта кетейін ба? Рұқсат болсын. Мұнда ғылымда презентизм деп айтады ғой. Қазіргі заман мен бұрынғы заманға қарап баға бермейміз. Бұрынғы заманда басқаша болды. Оның өзінің нормалары болды. Құранда кәдімгі крайний деп берген ғой. Крайний деп. Потому что бір тайпа болды, онда адам аз болса, егер олар қалай үйленеді, мысалы. Егер адам аз болса, бір-біріне туыстар көп болады да, сонда олар көбею керек қой, мысалы. Міне, біз қазіргі заманға қарап, бұрынғы заманды бағаламаймыз. Ол қате болып табылады сонымен қатар. Сол Әдем. Просто бұл дұрыс емес, неге сам по себе логика дұрыс емес. Бұларда бәдік айтысты үйреніп алған ғой, бәдік айтыс дейді андай. Мынандай нәрсе ғой, біз әр заманда бір ғана моральмен өмір сүріп келе жатқан жоқпыз ғой, ол бүкіл нәрсе өзгереді. Мысалы біздегі скифтардың, сақтардың жерлеу жаназа мәселелерді қанша өзгерді, мысалы осы заманға дейін. Ары кетсе бір 10-20 ғасыр ғана өтті. Сол сияқты әр заманның өз моралі болады. Мысалға ендігі бір 200 жылдықта 20 жасар қыздарды алу уже бұл ұят тірлік болып саналуы мүмкін да, ал бірақ қазір біз 18-дегі 19-дағы қыздарымызды беріп жатыр күйеуге. Ол бар. Просто мен айтпағым, бұған мораль туралы айтқызбау керек. Оның моралін, сенің моралің жақсы жаман қандай идея сонымен ұстай беру керек болды бұны. Соған жақсы жаман деген идея айтады ғой. Жақсы жаман деген идея айтқан кезде сразу бұл неге жақсы, неге жаман деген идея, неге сүйенесің деп соны ұстай беру керек болды. Потому что бұда мораль жоқ негізі. Ұстаз, ассалаумағалейкум. Бір сұрақ қойсам. Ұстаз, өткенде тағы бір-екі атеистердің айтқаны бойынша моральді қаяқтан аласыздар деген мәселе сұрақ қойған еді. Сол кезде біз моральді қоғамнан аламыз деген жауап берді. Басым көпшілігі сол нәрсеге келісті ше. Осы тұрғыда айтып берсеңіз, түсіндіріп берсеңіз шамалы ше. Енді қарашы, Ерсұлтан, егер моральдық принциптарды қоғамнан аламыз десе, мысалы, өйстіп айтса, қандай да бір қоғамда, ол қазір өмір сүрген қоғамда кішкентай қызды зорлау сөгетін болатын болса, мәселен, болмаса қызды алып қашу идеясы құптайтын қоғам болатын болса да, қоғам. Енді бір қоғам болатын болса, қызды алып қашуды құптамайтын. Бұл получается қоғамға қарай негізделіп отыру, бұл тоже субъективності береді, то есть жалпылықты бермейді. Енді оған егер сіз сұрайтын болсаңыз, қазір басқа бір қоғамда өмір сүретін, который сіздің қоғамыңыздан қарағанда қыз алып қашуды дұрыс емес деп есептейтін, оныкі дұрыс па, дұрыс емес па деп сұрасаңыз, ол өзінің қоғамына қарап баға бере ма оған, әлде ананың қоғамына қарап баға бере ма? Өзінің қоғамына қарап береді. Енді ол, то есть жалпы онда ол анау өзінің қоғамына қарап баға беріп жатыр, дұрыс па? А бұл жақсы мен жамандықты ажыратуда қоғамның авторитетін қойып тұр, дұрыс па? Енді қазір мынау ананы барып сөге ала ма, то что ол қоғамның несін ұстанып тұрған себебінен? Сөгемайды. Ақысы жоқ. Сам по себе негізі субъективность рөлінде тұратын нәрсенің бәрі жалпы анархия, беспорядок қалып келеді ғой. Дұрыс айтасыз. Мен бағана айтқаным осы ғой, жатқан кезде біз қазір жалпы айтқан кезде біздің Қазақстанның өзінде мысалы 130-дан астам ұлт бар, соның біз сендер неге жеті-атадан асып қыз алмайсыңдар деп біз оларға мысалға претензия қоюға болмайды да оны. Даже біздің конституцияның өзін, конституцияны ата заңды жасаған кезде де осының бәрін учитывать етеді да, осыны мысалға ше. Басқа халықтардың да несін, дәстүрлерін, ол жалпы неке қию нелерін бәрі. Енді оған қазір айтатын болсаң, Ванянікі дұрыс па, дұрыс емес па десең, жеті атаған емес. Өзінің двоюродный сестрасына үйленіп жатқанда дұрыс па, дұрыс емес па десе, ол не деп жауап береді? Типа дұрыс емес дей ма? Егер дұрыс емес деп айтатын болсаң, ол Ваня өзінің салт дәстүріне қарап тұр. Сен салт дәстүрді авторитет ретінде қалыптастырып тұрсың да, онда сен Ваняны қалай сен сөге аласың? Ваня тура сен істеген істеп тұр да. Егер сен Ваняның таңдауын под сомнение қоятын болсаң, автоматически сенің таңдауың под сомнение түседі. Өйткені сен тура соны ұстанып тұрсың сен. Мысалға, орыстарда мен мынандай нәрсе естігем да, қазақтар осы жаңағы баланы бесікке салып бөлейтін соны айтады да, орыстар айтады,
дұрыс емес ол дейді да. Негізі бала бос жату керек дейді да, үйде баланы қымтап байлап тастауға болмайды дейді да. Енді біз қазір енді орыстардың айтқанына жүріп салт дәстүрімізді бұзбаймыз ғой. Болмаса біз орыстар айтпаймыз, сендер балаларыңды неге жаңағы бесікке бөлемейсіңдер деп айтпаймыз ғой. Өйтіп бірін-біріне айтуға хақы жоқ. Әр халықтың өзінің салт дәстүрі бар. Жаңағы ассалаумағалейкум бауырлар, қалдарыңыз қалай, жақсылар ма? қазақта бір сөз бар еді ғой. Жалпы, Әр аха. иттері басқа, салттары басқа, иттері қарағаса деген қазақта сөз бар да. Одан кейін мынау Турцияда ма ұстаз, егер хабарыңыз болса сол жайында кішкене білсеңіз айтып беріңізші. Ақиданың үлкен ғұламасы кісі, білімді кісісі, білім иесі. Шариғат заңы өз заман талабына сай өзгеріп отырады деген мәселені. Иә, жақсы. Бұл жерде енді жігіттер мынандай бар да, негізі шариғатта усул фих деген ілім бар да өзі ішінде. Соның усул фих деген ілімнің ішінде жалпы мына үкімдер екіге бөлінеді да. Жалпы асылы канондық өзгеріске түспейтін үкімдер бар, және ғұрыптық негізде өзгеруге рұқсат етілетін үкімдер бар. Мысалы, Абу Ханифа өзінің заманында тұрады айтады, әйелдерге әртүрлі түсті цвет кию сүннет дейді да. Кейін Абу Юсуф пен Мұхаммед заманы келеді айтады, әйелдерге қара кию сүннет дейді. Неге бүйтіп екеуі істеді дегенде, Абу Ханифа заманында дейді, адамдар негізі тақуалық көп болған себептен сол ғұрыфқа қаралды дейді. Ал Мұхаммед пен Абу Юсуф шәкірттердің заманы келген кезде кішкене сол тақуалық кете бастағаннан кейін әйелдерге қара кию сүннет идеясы қарастырылды. То есть бұл жерде үкім, сол үкім, который ғұрыфқа не болмаса жаңағы сол уақыттағы болып жатқан пайдаға қарай өзгеріп алатын үкімдердің қатарында. Енді бір үкімдер бар, жігіттер, мысалы, ол негізі канондық және иатиқот тұрғысынан. Бұл былай ғой, мысалы, усул фих ілімде енді, мысалы, Алла Тағала бір нәрсені әмір етсе, ол әмір етілген нәрсе жақсы болып тұру керек уже. Енді осының жақсылығы амалдың өзінің затынан болады, не болмаса жақсылығы басқа бір нәрсенің себебінен болуы мүмкін да, ықтималдылық. Мысалы, Алла Тағала Құранда айтады, فَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Егер жұма күні сендерді мешітке шақырса, онда әмірді барыңдар мешітке, то есть аттаныңдар мешітке дейді. Әмір бұл жерде аттану. Енді әмір келетін болса, әмірдің нұсқағаны ол затты жақсы деп айтатын болса, то есть әмірдің тағы да бір жұмысы бар, ол затты жақсы деген нәрсені береді да. Демек, аттану қазір жақсы болып тұр да. Бірақ бұл аттанудың жақсылығы, сол аттанудың өзінде ме, әлде басқа нәрсенің себебінен ба деген идея тұрады. Сол кезде айтамыз, біз аттану өзімен өзі жақсы болып тағайындалмайды. Неге? Өйткені аттану дегеніміз бұл зина жасауға да аттануға болады, мешітке де аттануға болады. Бұл жерде аттанудың жақсылығы жұманың себебінен дейміз да. Бірақ кейбір заттар болады, құлшылықтар, Алла әмір етеді да, оның жақсылығы сол заттың өзінің заттың ішінде тұрады да. Ол мысалы намаз бар ғой. Намаз бір нәрсенің себебінен жақсы емес, намаз өздігінен ол Аллаға тағзым қылу идеясы амалдардың ішінде болғандықтан, намаздың ішінде болған, сол намаз өздігінен жақсы, біреудің себебінен емес. Енді осы жерде не намаз бар ғой, мынау намаз, который өздігінен затынан жақсы болатын амалдар негізі ғұрыфта өзгеру идеясына поддаваться етілмейді. Ал не жақсы, кейбір бір жақсы заттар, который басқа бір нәрсенің себебінен жақсы идеясына тұратын амалдар кейбіреуі ішінде өзгеріске түседі. Бұл енді үлкен ғылым ғой негізі жігіттер. Үлкен ғылым. Бұлай сырттан бәрі адамдар қарай салады да негізі. Бірақ ішінде әрбіреуін бар баппен, өзінің классификациясымен қарастыру керек та. Сондықтан да мен сізден айтып тұрсың ғой, кейбір амалдар бар, который неге қарай, ғұрфқа қарай өзгереді. Я бар өзгеретін, исламда ғұрфқа қарай өзгеретін амалдар бар. Бірақ бір шетінен бізге бірізділікті беріп тұрған исламның өзгермеуі. То есть, қазір кімнің атеистердің, ақылтайдың жақсы мен жаманды определять етуде неге баруы, жаңағы бір өзгеретін нәрселерге баруы, оның санасында конфликт орналастырып тұр да. А бізде мысалы қазір педофил жаман ба, болды, ол постоянно жаман идеясына тұрады. Оның шығып кеткенінде именно тақалып қалды ғой. Бағана дәстүрді ұстанам деді ғой. Сіз енді именно сол дәстүрді ұстап алып қайта-қайта сұрай бердіңіз ғой. Тіреліп тұр да уже, конфликт болып тұр. Изначально айтып тұрған идеясы, опять-таки жаңа өзінің туыстық некеде егер сол дәстүрге бекітілсе қалай қарайсың деген кезде уже қашып жатыр да қайта-қайта. То есть тіреліп тұр ғой уже, сосын уже себеп қылып, типа анау деп, мынау деп тыңдамайсың.
негізі мен мына жерде наблюдать етіп тыңдап отырған адамдарға түсінікті деп ойлаймын, шын мәнісінде ше. Сұрақ қойылып жатыр оның тарапынан. Сіз оған обратно сұрақ арқылы жауап беріп тұрсыз ғой негізі. сосын барып Негізі. дәстүрді алам дейтін болса ше, дәстүрді алам дейтін болатын болса, онда қазақтың салт дәстүрінде мысалға бала туылған азан шақырып ат қою, сүндетке отырғызу, өлген адамды жаңағыдай жаназасын оқып, Құранын оқып шығарып салу деген оның бәрі қай қойды онда? ол сол Одан бөлек, егер ол одан бөлек. дәстүрді авторитет ретінде мойындап қойса, оған қазір мен дәстүрдегі ислами тұрғылар нәрселерді барып кіргізіп жіберейін десем, отырып мен біреулерін аламын, біреулерін алмаймын. Одан бөлек сана сезім деген вообще өтіп кетті негізі. Сезіммен вообще еш нәрсе алынбайды ғой негізі. Просто ол жалпыға просто сезіммен аузын алынбайды сөйлей ғой. берді да, аузын сөйлей берді, умный болып казаться ету керек болды да, короче. Айтып жіберейін да. Бұлай ғой, бұлардың абсурдтары да. Дәстүр өзгеру керек дейді ғой. Дәстүрдің бәрі өзгеру керек екен да. Онда қазіргі дәстүр бәрі қате ғой. Өйткені ертең өзгереді бәрі. Иә, сол Онда сен идея. қазір, сен тапет етіп жатқан дәстүрің қате да ол. Өйткені сен өзгеру керек деп айтасың олар. Өзгеру керек болатын болса, қазір жеті ата алу керек деп тұр. Ол өзгеру керек па? Иә, өзгеру керек дейді. Яғни кейін ол алмау керек деп өзгереді да ол сенің ойыңша. Значит, сен дәл қазір сен моралің қате да. Бүкіл моралің қате сенің. Сондықтан мен кеңес беремін, жігіттер, спокойно кіру керек та, любой, спокойно кіру керек та, сенде логика железная ғой. Просто бұлар ана бәтік қой, ана публикаға ойнайды. Деген идеялар барды жаман да, ана сөздер ше. Соған продаваться етпей, просто мынандай істеу керек дегенім ғой. Қазір бір мен. Мынандай істеу керек, просто егер бір жақсы жаман идеясын алып келіп жатса, жалпы бір нәрсені бір продвигать етіп жатса бір идеяны, просто неге сен не олай деп салу керек болды. Ол соңмен конституция деп қашады, анау деп қашады, мынау деп қашады, болды, қашап жүре береді. Айта беріңіз. Қараңызшы, мысалы жаңадан байқап отырық та, нерв шететіп отыр да, жаңағындай қатты бір эмоцияға беріліп, көп байқадық та жекеге өту мәселесі бойынша. Сізден сабырлық, Нұршаш Тұрстакан деген сөзіңізден Алла разы болсын. байлық жеңіп тұр да, ол жерде біріншіден. Екіншіден, жалпы айтады, әдет ғұрып пен салт дәстүр теңестіріп отыр. Екіншіден, патшаның алдына барса дейді, сені қабылдау мүмкін дейді. Егер Тоқаевтың алдына барсаң, ол сені қабылдамау мүмкін дейді да. Өзі не айтып тұрғанын өзі түсінбейтін сияқты. Патша мен Тоқаевтың айырмашылығы, екеуі де бір адам, екеуі де бір кезеңде өмір сүріп жатқан ғой, сол кездегі мен қазіргі кезде. Тоқаев та жеке қабылдайды, мысалы, оның премьер-министр де қабылдайды, мысалы, жекеге да. Иә. Өз былай сасқан үйрек артымен сүңгіріп отыр, былайға отқанда. В общем, Муслим жақсы, не болса да жақсы материал жиналды, в общем, монтажға. Нұржан ұстаз, мен сіздің бір өткендері бір айтқан нәрселеріңіз бір көріп қалдым да видеоларыңызда. Ысқақты, Ақылтайды эфирға шақырып жатырсыз. Атеистердің білімі біткен жерде мұсылмандардың білімі басталады дейсіз ғой? Керемет айттыңыз ғой? Сол мынау қазіргі қаншама атеистермен диспутқа түсіп жатыр пікірталасқа. Сана білімі жетпеген жерден болады ғой. Сен осында Аллаға тақылған келе ма, Құдайға тақылған келе ма? Сендердің білім деңгейлерің біткен жерден бастап, мұсылмандардың білімі басталады осы деп. Бұл идеядан шығады. Негізі олардың құжаты эмпирикалық әдіспен бітеді ғой, мынау 5 сезім мүшесімен. Біз ар жағында ол біткен жерден ақылды логиканы, дедукцияны қосып бекітеміз да. То есть оларды біткен кезде біз негізі логикамен шығамыз да. Олар тұрады сол жерде. Негізгі сол жолында айтқан. Сосын бір қызы сөйлеп келеді да, өз сөзінен өзі қадалып қалса, онда сен қазақты құрметтемейсің ба дейтін, вообще өлтірді негізі. Иә, сол қашады. Ондай дешево манипуляция көп жасайды. Сосын Думан қалың қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, жүрсің бе? Аман есен жүрміз. Денсаулықтарыңыз қалай, жақсы ма, жұмыстарыңыз? Жақсы, аман есен. Қайдасың? Атырауда. Сен Атырауда болдың негізі? Жоқ, Ақтөбеде жүрдім, Атырауға көштім. Атырауда мен өткенде Атырауға барып кеттім ғой. Көрмедім ғой. Ол кезде мен Қосарда болдым, командировкада көрмей қалдыңыз. Жағдайың жақсы ма, бала-шаға? Шүкір, аман есен, сізге амандасып кетейін деп. Алла разы болсын, Думан, Алла разы болсын. Иә, аман болыңыз. Басқа не жігіттер? Сосын барып
мен енді мүмкін дұрыс емес түсіндіретін шығармын қазір, бірақ соны сіз дұрыстап Әге, түсіндіресіз. бір мен жігіттерден бір ауыз сұрап алайық, бауырлар. Сұрақ бар ма асты, бауырлар? Қонақ болып отыр ғой бізде. Жігіттер Арслан, Мұслим Ереке. Жігіттер біраз адам азайып, андай үлкен қылып қойықшы фонда. болды болды очередь берейін. Ау. Ұстаз, рахмет, Алла разы болсын, ұстаз. Болды жігіттер, Алла разы болсын. Я нені үлкейт не істеп қойық? Қойық дегенім ғой. Ойбас брат айта бер. Болды. Муслим атеистерді кіргізбе, ана жай адамдар. Кіммен кімді шақыр, ақылтаймен сай кеуіп кетті жаңағы. Орысып отырмайық. Ұстаз, жаңа не сұрағымда бірдеңе айта кетсем бола ма, Леша? мақұл айта салайын. Айта беріңіз. Мынандай ғой, қараңызшы, жалпы шетелдерде жүргенбіз ғой, мысалы да, мен өзім енді дін және теологияны бітірдім ғой, магистратураны. Көптеген диспуттарға түстім, ағылшын тілінде де түстім, орыс тілінде де, диссертацияда. Бірақ Европа, Американың атеистерімен көбінесе сөйлескенде, олар ақиқатты қабылдай біледі да. Яғни жүректерінде тыныштық жоқ, бір ақиқатты іздейтін сияқты, аңсайтын сияқты да. Кез келген бір мысал келтірсең, соған тоқтайды, сенің сөзіңе кішкене сабыр етеді, кішкене мәдениеттілік бар да. Менің ойымша біздегі атеисттер бұлар бір неде проектте отырған, немесе жаңағындай бір ақшаның соңында, бір жоқшылықтың соңында жүрген адамдар сияқты деп ойлаймын. Көп байқайтыным. Кезінде осыдан бір ата бабамыз, алаш аталарымыздың кезінде сол 50-ші жылға дейінгілер қаншама қазақ ата бабаларымыз сондай қиын кезде дінді мықты ұстады да. Қазір осы тек қана бұлар тиктокта, осы соцсетте, фейсбукта шектелетін сияқты мен ойым. Бұлай жеке өмірде бір тәңірші көрмедік, мысалы да өмір сүріп жатырмыз, бір атеисті көрмедік. И то бір атеисті көрем, ол жаңағы бір СССР-де қалып кеткен, соның несінде жүрген адамдар болып шығады да. Қазір жастар бір сондай жетегінде жүрген сияқты, жоқшылықтың жетегінде. Жақсы, сау болыңыз, ұстаз, Алла разы болсын. Жақсы, Муслим, Алла разы болсын. Жаңағы Арслан, сіз сұрақ қойып ма, не осы? Бағана сөз өтті ма? Не айтам мен неге атеистердің ақылы кеткен мұсылман ақылы басқап дейді. Алла разы болсын. Ісіңізге берік берсін. Пікір болды. Жақсы. Рахмет. Басқа айтатын адам бар ма? Сөзіміз аяқталмай кетті. Айта бер, мой болса айта бер. Ұстаз мынандай ғой, жалпы бұлар мен бір таңғалатынша шариғат деген нәрсенің не екенін білмейді да, соны ұра береді ше. Негізі мен енді қателесуім мүмкін, жалпы шариғат деген бұл Құран хадиспен негізделіп, бірақ сол тұрғылықты жердің және сол заманына қарай халықтың дәстүрлерінде жалпы соның бәрі ұштасқан бір ортақ заң емес пе негізі? Әлде мен дұрыс емес айтып тұрмын ба? Негізі шариғат негізі ғұрыпты өзімен бірге қамтиды. То есть шариғатта бір раздел бар, который шешу мәселесін ғұрыпқа қалдырады. Мысалы, бұл енді біз шариғат дейміз, Алланың заңы дейміз ғой. Бірінші кезекте Алланың заңы тұрады да, бірақ кейбір мәселелер тұрады да, шариғат тұрады еді. Ғұрыптық мәселелерді шешесіңдер дейді да, ғұрып дұрыс деп тағайындап қояды шариғаттың өзі. Мысалы, мынандай вопростар бар. Бір кісі өзінің қызының несін жасап береді, үйленген кезде, не жасау ма, жасау дей ма,
жасап береді. И болмаса мына бір кісі қызға сөз салу мақсатымен бір сыйлық алып келеді да, сөйтіп екеуі кездесіп кетеді, кездесіп келісіп кетеді, үйленеді екен, сыйлықты беріп кетеді да, бірақ кейін қыз үйленем деген идеядан қайтып кетеді. Осы кезде сыйлық қайта ма, қайтпай ма деген вопростарда негізі кейде ғұрыптық мәселелерге шешеді. Енді ол ғұрыпта қайтылатын бе еді, қайтылмайтын бе еді, соған қарасын деп шариғат тастайды сөйтіп. Сондықтан да ғұрыфты негізі шариғат есепке алады, белгілі түрде оған ғұрыфқа не берілген, қоғамның өзінің дұрыс деп тапқан нәрсесіне ақ пен қараны ажырату идеясы берілген. Оның шариғаттың өзі құптап отырады. Жалпы. Содан кейін жаңа неге қатысты айтайын дедім да, мен бір ойыма бірдесе келіп тұрды да шығып кеткені. Жаңа кімге қатысты аты кім еді? Бала Ақылтайға қатысты. Айтпағым. Тағы да бауырлар, негізі сіздер барып олардың нелеріне кіріп, смело мынаны заявлять етсеңіздер болады. Енді бірақ өздерінде негізі арабша білмегеннен қиын шығар, бірақ негізі арабшасын бермейінше ол үкім шығара алмайды. То есть ол аудармадан үкім шығару жоқ, шариғатта жоқ, аудармадан үкім шығарылмайды ешқашан. Ол саған бір нәрсені шариғаттың дұрыс еместігін, ол мағынасын аудармадан алып келіп жатыр ма, бұл вообще қарастырылмайды бұл мәселе. Оған айтамыз, өйткені араб тілінің әрбір әрпінде негізі, Құран мұғжиза дейміз ғой, оның мұғжизалығы сыртқы формасында да сақталады да. То есть қазір біз оның Алланың кәләмі деген кезде, біз оның сыртқы формасымен Алланың кәләмі деп отырық. Егер ол сыртқы формасынан жаңағы букваның әріптерінен сен аударып, кириллицаға өткізетін болсаң, және аударым бағанасымен шығаратын болсаң, онда оның Құрандығы кетеді. Сондықтан да ол негізі қазір аударып беріп тұрған кезде саған Құранда келіп тұрған жоқ, ол просто аударманы айтып тұр. Сіз жауап бермесеңіз болады, неге? Өйткені ол Құран емес және ол хадис емес, негізінде. Значит, бұлар жалпы түсінігі қате ғой, жаңа шариғат деген бұл тек қана Құран алынады дейді. Бұл жалпы ортақ, салт дәстүрдің бәрін қамтыған ортақ содан заң ғой, негізі заң жүйесі. Ол шариғат ешқашанда негізі ғұрыфты тастаңдар деген идея қоламайды ешқашанда. Одан кейін мынандай идея, мынандай тұрады да әңгіме. Бұл кісілер жаңағы хадисті не болмаса жаңағы Құранның аятын мағынасымен алып келген кезде бір абсурдты шығарғысы келеді ғой. То есть мына хадистің келген абсурд мағынасы исламда келген, демек исламда мына абсурд мағына келетін болса, исламда абсурд деген идея шығарғысы келіп тұр ғой. Бұл жерде тоже компонентна дұрыс емес нәрсе жасап тұр. Ол не жасап тұр? Олар, мысалы мен айтсам, мысалы, мына үлкен футболкада, мына футболканың кішкентай бөлігі қара болатын болса, демек бәрі футболка қара деген сөз ба? Жоқ, бәрі футболка қара деген сөз шықпайды, бірақ бүкіл футболка қара болатын болса, онда кішкентай бөлігі де қара болады да. Олар қазір тұрады да бір аятты не болса бір хадисті алып шығады да, сол хадистің дұрыс еместігін көрсету арқылы бүкіл исламның дұрыс емес дегенді шығарғысы келеді да, бірақ ол бір хадис, ол бір аят, который ол түсінбеген да. Сен онымен исламның жамандығын шығара алмайсың, өйткені ол біреу да. Сен наоборот исламды жаман, дұрыс емес деу арқылы аятты дұрыс емес дей аласың, және хадисті де дұрыс емес дей аласың. Бірақ бір хадистің не болса бір аяттың сен дұрыс емес деп бірдесе бекітуің, ол бекітілмейді да, бірақ бүкіл исламды жоққа шығара алмайды. Өйткені бұл абсурд тоже, бұл дұрыс емес нәрсе. Түсінікті, рахмет ұстаз. Бұл просто көбісі осылай шариғат десе лағып кететіні бар да, онда. Оны просто алданбау керек оларға. Алданбау керек. Ұстаз, бір сұрақ бар да менде. Мысалы, бізде диспут жасаймыз ғой. Мысалы, бір адам келіп, өзі сенбейтін бір ұстанымда, өзі сенбейді ол нәрсеге, сенімге, өзі сенбейтін сенімдегі бір нәрсені алып келіп, соны дәлел ретінде ұсына ала ма? Дәлел ретінде бұл жерде енді мынандай нәрсе бар. Мына логика ілімінде, айлмун назар, сөз талас тартыс ілімінде сен нападающий сторона бар, және ответчик бар, заявщик ответчик бар. То есть мына жақта сен бірдесе заявить етсең, оған дәлел алып көрген керексің да, бірақ мынау защищающий сторона болады. Сен қазір өзіңдікі емес, сенде ол негізгі ереже жоқ, бірақ басқа біреуде бар, соны қолдануға бола ма, болмай ма деген мәселеде ғалымдарымыз айтады, защищаться ету мәселесінде болады да, бірақ біреуге міндеттелу мәселесіне қарастырылмайды ол. То есть сен басқа біреудің сенімін, болмаса басқа біреудің ережесін өзің сенбейтін алып, біреуге міндеттей алмайсың. Бірақ саған нападать етіп жатқанда сен айтуыңа болады, ана жерде неге істемей тұр, ана да былай ғой деп айта аласың да негізі. Жалпы логикамен
дұрыс емес қой да. Мысалы жоқ, исламға сенбейтін адам бір хадисті алып келіп саған дәлел ретінде алып келе алмайды, өйткені ол оған сенбейді өзі, дұрыс қой? Дұрыс. Оның кеше ғана Ысқақтың мына жер күн астынан шығады деген идеясын, хадисін естідіңіздер ма? Ол сол кезде не айтқысы келіп тұр? То есть күн батыстан шыққан кезде ол бәріне бірдей көріне ме, бәріне бірдей көрінбей ме идеясын айтқысы келіп тұр ғой. Бәріне бірдей көрінеді десең, онда жер плоский деген мағына шығады, а жер плоский деген мағына болатын болса, онда бұл абсурд, демек ислам абсурд деп айтқысы келіп тұр ол негізі. Бірақ енді бұл жерде ол мағынаны қашан шығара алады? Когда хадис құжат деген кезде. То есть ол хадис құжат ретінде қабылданып, одан кейін барып ол маған былай шықты деген хадис алып келетін болса, мен алам. Өйткені ол жерде нападать етіп жатыр, ол бірдесен заявить етіп жатыр да. А оларды қарастырылмайды ол кезде ол. Негізі бұлармен жақсы тактика, егер Құран хадис әкелетін болса, андай келістіру керек та. Екі нәрсе бар ғой, сіз ақыли және нақли дәлелдерді. Егер сен осы ақыли дәлелді, нақли дәлелді, яғни сен қабылдап тұрсан, полный 100%, мен осы Құран или хадисті мен қабылдаймын, давай осы бойынша сөйлесейік деп келістіріп алуға тырысу керек та. Келсе болды, айтасың, міне Құранда Алла тағала мен бармын деп жатыр, қабылдай енді деген секілді. Тура сол, молодец, осы идея негізі. Егер сен қазір маған құжат қылып әкеліп тұрсаң, онда мен саған қазір бұны құжат қылып берген кезде сен оны итермей қазір дейді. А бұлар оны құжат қылып мойындамайды да, бірақ саған өзі мойындамайтын нәрседен алып келеді да, теріп алып келеді. И то ол еще аудармасына келеді да, ол вообще дұрыс емес нәрсе негізі. Бұларға канал кіребестен есікті жауып, вообще негізі не дұрыс емес, әңгімесін айта алмайсың деген сұрақ қойып. Ұстаз, кешірім сұраймын, сосынша бұлардың тағы бір проблемасы, мынау тобырлық мышление негізі қатты көбейген де, байқап жүрген. Аслында бағанадан бері көріп отырсыз ғой. Адамдар андай ақиқат іздеп жүрген жоқ, негізі көп адамдар ше. Өзі ашып, кітапты қарап, расымен де Құранда оның шынымен де мен обычный нәрсе түсінбейді да. Бұлар Құран деген не, мұсхаф деген екен әлі дұрыс ажыратып жүрген жоқ та. Құранның оригиналы жоқ дейді, мен айтамын, Құранның оригиналы бар деп жатырмын да. Сөйтіп олар ойлайды да, мен андайға келтіргім келіп тұр да, қан дәлел десе, мен Фатиханың бірінші аятын айта салам, болды да, мен дәлелім бар да, болды. Соответственно, олар сол зерттемейді да, былай айтқан кезде, әрбір нәрсені ашта, қара, сіз айтып жүрген имам Насафи өзінің кітабында айттыңыз ғой, келтіріп, мен басқа адасып жүрген ағымдардың да дәлелдерін алып келемін, что мен фанатик деп ойламас үшін. Соответственно, все сравнение білінеді. Ақиқат деген нәрсе екі нәрсені салыстыру арқылы білінеді. А бұлар тек өздерінің позицияларына ғана тұрып алған, болды. Қарсы тараптың кітабы, оның аргументі, оның дәлелі деген нәрсені қарағылар келмейді да, ол проблема да, осы нәрсе ше. Болды. Ол енді түсінікті бұл кісілердің несі. Сен енді мүслим, саған айтайын, сен кімді Ақылтай мен Ысқақты шақыра бер. Қайға? Жалпы анда кейде тағы осы онлайнда рұқсат берейікші оларға сөйлесуге. Жарайды? Егер келесем деп жатса тағы болашақта, маған бір жазасаң, мен негізі сөйлесуге дайынмын. Бірақ бұлар да жаңағындай ғой. Бұларды қазір үндемей қалсаң, бұлар елдің алдында әден үндемей қалғандарды масқа қарап үйреніп қалғандар ғой. Тура өздерінің жасағандарын жасау керек. Әйтпесе білімсіз екенін көріпті ғой бұл баланы. Ұстаз, сосын барып мынандай нәрсе бар да, сол анау Сайфиу деген думан бар ғой. Бұл жігіттің менімен жаңағы ең бірінші сөйлескен кезде, диспутқа түскен кездегі мынандай бір логикасын таң қалдым да менше. Мен мына әлемнің қалай жаратылғанын білмеймін дейді. Бірақ сен де білмеймін деп айту міндеттісің дейді. Өзің білмей тұрып, біреуге сен мен де білмейтін нәрсені сен де білмеу керексің деп условия қою қаншалықты негізі логикаға сай келеді, негізі дұрыс емес қой негізі. Оларға ұстаз айтып жүрген мынау нәрсе, мен бір ой айтып көрейінші, енді дұрыс емес екенін білмеймін, бірақ жалпы өзімнің ізденісімен, оқумен примерно мынандай ойға келдім да. Біздің әлемді көріп тұрмыз да, что бар, что өзгеріп жатыр, что қозғалыс бір күй екіншіге ауысып жатыр, басталады, аяқталып жатыр деген секілді. Жалпы логиканың заңдары бар ғой, 4 логиканың заңы, Аристотель. Ол жерде де айтылады, 4-ші заңда бір себеп болу керек. Бір болмыс, бір зат бар ма, болды, оның себеп болу міндетті болды. Одан физиктерде де ол нәрсе келеді, причинно-следственной связи деген секілді дүниелер. Сөйтіп айтамыз да, біз осы нәрселердің бәрін көріп, біз бір жаратушы бар деп айтамыз. Және осы біз айтып тұрған сөзіміз дұрыс деп айтамыз. Енді атеист адам жаратушы жоқ, Құдай жоқ деп айтқан кезде, біздің дұрыс деп тұрғанымыз дұрыс емес деп тұр ол.
Енді біреуге бір затың дұрыс емес деп тұрса, ода дұрыс жауап болу міндетті. Бірақ кеше Ақылтайдан да, Сайкюдан да ол нәрсені көрмейміз да. То есть әлемнің қалай пайда болды деген кезде білмейміз. И онда олар қаяқтан атеист олар. Олар атеист емес олар. Олар ақымақ, таза ақымақ адамдар ғой. Өйткені ақыл есі дұрыс адам өзі білмесе, басқа біреудің дұрыс емес деп айта алмайды, ол хақысы жоқ оны айтуға оны. Осы нәрсені білмеймін, түсіндіре алмадық. Оларға былай айттық, кеметші. Өзің ойыңызды айтсаңыз. Логикамен ұстаңыздар, просто логикамен ұстаңыздар. Бұлардың әлсіз тұсы логика ғой. Егер логиканы құжат ретінде мойындаса, онда Алла бекітіп тұр. Негізі бұл бағана Ақылтай Құдайдың бар екенін бекіттім деп айтқан маған. Айтты. Бекіттім деді ол маған жаңа. Бекіттің ба дедім, бекіттім деді. Айтты. Мынандай нәрсе бар да, ұстаз, қараңыз. Мына әлемде өздігінен пайда болған еш нәрсе жоқ та. Барлық даже тіпті ғылымның өзінде жаңағы причинно-следственная связь деген нәрсе бар. Бір нәрсенің пайда болуына бір нәрсе причина болады да. Ол даже ғылымның өзі ешбір нәрсе өздігінен пайда болмайды. Атеистер айтады, барлық нәрсе өздігінен пайда болды дейді. Енді оларда шындап келгенде олар бүйтіп мақтанады ғой. Біз атеистер ғылыммен айналысады, атеистер жалпы айтқанда ғылым, атеизм деген бұл ғылым деп. Ғылымның өзі оларға қарсы да негізі. Ғылым қарсы, ғылым қайшы негізі атеизмге. Атеизмде ғылым болмау керек. Өйткені ғылым бұл факт жинау және түсіндіруден тұрады. Бұларда факт жинау бар да жаңа көруге. Бірақ түсіндіру бұл логика ғой, дедукция. Ол жоқ та, оны олар құптамайды. Егер құптаса, Алла бар болып шығады. Сондықтан да бұлар негізі атеизм ғылымға ешқандай қатысы жоқ. Бұл логиканы мойындап, дедукцияны мойындап тұрған дін негізі ғылымға итереді. Сосын барып, мынау мәселе бар да, сосын ұстаз, жаңа бағанағы теория эволюциясында мынандай нәрсе бар да, жаңағы олар айтады бір нәрседен екінші нәрсе күйден күйге өтеді дейді ғой, күйден күйге өтеді. Ондай болатын болса мынандай нәрсе бар да, күйден күйге өтіп жатқан кезде, значит, жаңағы бұлар анау эволюцияны бейімделу, адаптация деп түсіндіреді ғой. Значит, мына первоначально, первый версиясы, ол уже адаптациядан өтпеді дейді да, сосын барып усовершенствовать етіп, ол басқа күйге өтіп, сөйтіп адам шықты дейді да. Ондай болатын болса, бұл логикаға салатын болсақ та, ана алғашқы бірінші версиялар жаңа маймыл жоқ болып кету керек қой негізі. Маймыл жоқ болып кету керек. Оның алдындағы нелер, тізбектегі жаңағыдай цепочкадағы жануарлардың бәрі жоқ болып кету керек негізі. Шындап келген кезде ше. Өйткені уже ол адаптацияны өте алмай қалды ғой негізі. Ол да бар, дұрыс айтасың. Бірақ бізде мынандай ғой, бұлар наблюдать етті да ұқсастықты тапты ғой енді. Содан кейін ұқсастықты тапқаннан кейін дедукция арқылы бұны эволюция деді, нәтиже шығарды. Бірақ бұлар дедукцияны мойындамады, бұлар қазір негізі эволюцияны да мойындап тұрған жоқ. Негізі өздерінің идея бар, өздеріне қарсы шығып тұр. Бұлар просто жігіттер жеңіл негізі. Просто мынандай бәлдік айтыстерді мынандай надандар бар ғой, мына Ақылтай сияқты. Оларға аузын жаптырмау керек. Тәкаппарға ғой негізі. Бұлай тыңдайтын адам болса тыңдайсың ғой, үндемей. Бұлар қазір қулыққа салып, бүйте салайын деп тұр да былай. Бүйттім, сөйттім деп. Оларға міндет бүйтпей. Провокацияға шақырып отыр ғой, қайта-қайта жекеге өтіп. Ол үндемей қалсаң, ертеңгісін ол исламға бір кішкентай не болып қалатын сияқты да, мен бүйттім, мен үндемей қалды, үйттім, бүйттім деп. Сондықтан да бұндайлардың негізі қалай өздері амал жасайды, тура сол өздеріне қайтарып беру керек қой. Негізі дінді түсінуге келген адам болатын болса, онымен әдептілік сақтап көрсетуге болады, түсіндіруге. Бірақ мынандай бәрін біле тұра әдейі тәкаппарланып және әдейі исламды жамандап жүрген адамдарға тәкаппар болған дұрыс негізі. Бірақ андай тәкаппар емес, шектен шығу жігіттер. Одан кейін біз бағана қазақтың ғұрпы туралы әңгіме айттық, естіп отқан жігіттерге айтып келіп отырғаны қазақтың ғұрпы туралы әңгіме айттық. Мен қазақтың ғұрпын ұстансаң онда өзгереді ғой деп, мен как будто қазақтың ғұрпын сыртынан ұқпалағандай болдым. Бірақ бұл біз қазақтың ғұрпы дұрыс емес деген сөз емес, жігіттер. Қазақтың ғұрпы сыйлаймыз, және мен басында айтқандай, қазақтың ғұрпы негізі фильтрациядан өткен ата-бабамыздың жолы, который уақыттың сынымен ақталған жол ғой. Былайша айтқанда біз сол жол дұрыс, осы заманға дейін қалған болатын болса, оны дұрыс жол деген идеясымен біз оны ұстанып, және біз оны құрметтейміз. Шариғатқа қайшы емес болса әрине.
сол жігіттер. Басқа айтарым енді мен бағана дос күтіп жатқан адамдарды уже жарайды деп қалды енді, бірақ мен сонда да барайын, иә, ренжімесеңдер. Жақсы ұстаз, рахмет. Жақсы, алла разы болсын. Жақсы, ассалаумағалейкум ұстаздарым. Болды. Бұл надан ақылтай мен сақтар негізі, иә, негізі мұсылманның м деген әрпін көрген кезде қашатында қылу керек қой негізі. Жақсы ұстаз, рахмет. Алла разы болсын. Алла қаласа берсе. Алла разы болсын. Аман болыңыз. Машалла, керемет болды.